Жаңа бизнес школаны аштыңыз, бірақ қарызыңыз болбасыңыз да, иә? Кредитпен жауып жүрген кездер болды. Әр деңгейін өтпей, қазіргі деңгейге қалыптаспаймыз. 83 миллион қарыздан шығу үшін сіз бірінші оқыдыңыз. Бұрын 1 миллион теңгені табу өте қиын болатын. Ортам өзгерген сайын ақшам көбейе берді. Қазір біреумен біреу ажырасып кетті десе бітті, ол хит. Бірақ біреу пайда келіп бір нәрсе ашып жатыр екен десе оны ешкім айтқысы келмейді. Мен өзім 2016-17 жыл өте қатты депрессияда болдым. Нөлде қалдым. Дым көк тиын болған жоқ ары қарай. Мен уже қарыз басталды. Менің арғы болашағым қатты қорқынышты болды. Осындай қарызға кірген адам бар ма екен? И сол қарызды жапқан адам бар ма екен деп іздедім де. Енді ол кісі менімен 2,5 сағат сөйлесті. У меня на 1 час только десем, я $500 ғана бар деп қысылып жатырмын ғой. Ай, ты не переживай дейді. Ты будущий миллионер дейді. Онда таңдау өзімізде екен де. Ана өкіметті кінәлап, әке-шешемізді кінәлап, басқаны кінәлап қажет жоқ бұл жерде. Барлығын біз қалай қаласақ, Алла тағала сондай мүмкіндік беріп қойған. Армысыздар қымбатты Айдың Нұры каналының тыңдармандары. Бүгін сіздермен әдеттегідей мен Айнұр Тосынбаева, белгілі психолог, айтыскер ақын, құрмет орденінің ордені. Өзімді қатты мақтағандай болмайын. Менің қонақтарым білесіздер, иә, менен де мықты, менен де бақуатты, менен де қуатты қазаққа үлгі өнеге көрсетіп жүрген қазақтың мықты қыздарын шақырып жатырмыз. Айдың Нұры каналында білесіздер, ешкімнің отбасылық әңгімесіне, өсегіне, төсегіне біз уақыт бөлмейміз. Бізде тек қана қазақ қоғамындағы кәсіпкерлерді көбейту, жаңағы ойды өзгерту арқылы ахуалды өзгерту, яғни қоғамдағы біздің ақшадан, қарыздан қысылып жүрген адамдарға мотивация, сондай бір шабыт сыйлау. Бүгінгі біздің қонағымыз белгілі кәсіпкер, қол астында қаншама мың адамға жұмыс беріп отырған, миллиардтаған тауар айналымы бар. Біз енді көбінесе айта кету керек, мықты кәсіпкерлерді ұстай алмаймыз. Миллиардтаған тауар айналымы бар кәсіпкерлердің құлағына алтын сырға, олар өз құпиясымен халықпен бөліскісі келмейді, халықтың ортасына кіргісі келмейді, эфирге шыққысы келмейді. Неге? Себебі қорқады. Көзге түсіп қалудан қорқады, тыныш жүргісі келеді. Бірақ осындай мықты азаматтар өз тәжірибесімен бөліссе, қаншама қыз жігіттерді соңынан ертетін еді деп ойлаймын. Сол үшін біз бүгін біздің эфирімізден қорықпай, қашпай, білгенімді бөлісемін. Кәсіпкер болғысы келетін жігіттерге, қыздарға өз кеңесімді беруге қашанда дайынмын деген қазақтың мықты ер азаматы Талғат Сақан, Q4 Тұлпар бизнес групп негізін қалаушы. Тек қана көлік бизнес деп бұрын білетін едік. Мен Талғат мырзаны таныған кезде, осыдан 1-2 жыл бұрын бір ғана бағыттағы бизнесмен еді. Қазіргі таңда Талғат мырзаның бизнес желісі өте ауқымды. Талғат мырза, біздің студиямызда сізді көргенімізге өте қуаныштымын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Айнұр ханым, сізге де рахмет. Алла разы болсын. Қазаққа пайдалы болайын деп, соның ішінде кәсіпке баулып, және де өзімнің шәкірттеріміз және Айнұрдың каналына соны көріп отыратын адамдардың бәріне пайдалы болайын деп, арнайы мына студияның бәрін жалдап, арнайы уақыт бөліп шақырып отырғаныңызға Алла разы болсын, рахмет. Бар білгенімізбен шынайы түрде бөлісуге дайынбыз. Әдетте біздің осы Айдың Нұры каналына кәсіпкерлерді шақырғанда бізде көбінесе жарнамалық бағытта көп келгісі келеді. Мен сізге осынша төлейін, мысалы біз келсек бола ма деген өте көп болды. Біз сізден ақша алып жатқан жоқпыз, керісінше біз сізді шақырдық. Біз өзіміз сізге ұсыныс тастадық. Не үшін? Себебі сізді халық көп білу керек деп ойлаймын. Сізді халыққа таныту керек деп ойлаймын. Өйткені айтыстың арасында сіз жүресіз. Сіздің ауылыңызда болдық, иә, жаңағы ауылдағы сіз туралы енді өте көп әңгіме естідік. Енді оның бәрін айта берсек, бір сізді бір мақтай беріп, жаңағы сіздің жарнамаңызды жасау үшін жасалғандай болып қалуы мүмкін. Бірақ қазақ айтады ғой, жақсының жақсылығын айт дейді. Айтылу керек нәрселері бар шындығында. Қазіргі таңда мына қоғамдық жұмыстарда өте белсене араласып жүрсіз. Аманат партиясының қатарынан сізді көріп қаламыз. Біздің өзіміздің туған жеріміз Абай облысына сіңіріп жатқан еңбегіңіз ұшан теңіз. Айта берсе, арғы күні Семейде болдыңыз, одан кейін Астанада, бір қарасаңыз Алматыда. Сондықтан да қоғамның арасында жүріп, сонда да қарапайымдылығыңызды сақтап, иә, осындай қазіргі енді бүкіл Таскескеннің емес, Абайдың емес, бүкіл қазақтың Талғатына айналып отырсыз. Мен мынандай сұрақ қойғым келеді. Бірақ біздің қазақтар мынандай ойлайды да, бір бизнесменді көрсе, оны білеміз ғой, оның әкесі әкім ғой, оның құдасы жаңағы министр ғой деген сияқты бірдеңе тауып алады. Немесе біздің қазақтың ұғымында байлардың бәрі жемқор сияқты болып көрінеді. Жеп жатқан сияқты. Кітабыңызда айтып тұр, миллион қарыздан миллиард табысқа дейді. Бұл деген сөз, яғни сіз қазір миллиард табысқа жеттіңіз деген сөз, иә. Осы миллиардқа табысқа жеткен миллиардер Талғаттың ең қатты осы ақшадан қиналған кезіңіз есіңізде бар ма? Жалпы қиналдыңыз ба ақшадан сіз?
Рахмет, сұрағыңыз өте көптеген адамдарға іздеп жүрген жауаптарын табатын сұрақтардың бірі болады деген ойдамын. Және де бай болу ол да бір сынақ, ол да бір адамға артылған жауапкершілік. Ал жалпы ақшаның келуі адамның жаңағы тәжірибесі мен теориялық білімдің алғанның ұштасқан жерінде деп ойлаймын. Өйткені мен де ауылдан шыққан, жаңа Таскескен ауылымыз, өздеріңіз болдыңыздар, Абай облысымыз, Үржар ауданымыздан қарапайым қазақтың әке-шешем жаңағы қатардағы қарапайым қызметкер, жаңағы автокөлік жүргізушісі болды, шофер болды, былайша айтқан кезде, сол заман тілмен айтсақ. Анам жаңағы библиотекада істеді, содан кейін балалардың, яғни біздің үй шаруасымен отырған адам болатын. Ешқандай бір аға, көке, болмаса бір тіреуіміз жоқ. Көп сұрақ келеді, осы миллион қарадан миллиард табысқа атты кітабында жазылды сол туралы. Талғат Сақан ол проект, Талғат Сақан біреу финансировать етіп отыр, әйтпесе аз уақыттың ішінде мынандай байлыққа кенеліп кету мүмкін емес. Болмаса Талғат Сақан Таскескеннің жанында әкесінің кафесі бар екен, 92 шақырымда. Сол жерден ат басындай алтын тауып алған екен. Өзіміздің ауылдың адамдары айтады екен сондайды. Сол алтынды енді шетінен кесіп өткізіп, соны жасап жатыр екен деп айтады. Қазіргі заманда жай бір ауылдан шыққан адам өз еңбегімен көтеріліп, байып, жұмыс орындарын беріп, қоғамға көмектесіп жатыр десе, соған ешкім сенгісі келмейді. Неге? Өйткені мен өз тәжірибемнен түсінгенім, адам өзі сол деңгейге жете алмайды ғой. Ол қиын сияқты болып көрінеді. Зона комфортадан шыққысы келмейді. Сол кезде оларға ой ойлау оңай, ол бір проекті ғой. Или біреу көмектесіп отыр ғой деген сияқты. Сондықтан әке-шешемнің проектісімін, оны үнемі осы кітапта да жаздым, айтып келе жатырмын. Өзім проектім десеңші. Аллаға шүкір. Бірінші Алла Тағала өмір берген әке-шешем, содан кейін біздің ата-бабамыздың ұрпақтарына тілеп кеткен тілеуінің арқасында. Өйткені әкем айтады маған, Талғат, бұл келіп жатқан байлық, ол да бір сынақ. Яғни біздің әулетте бұл байлық болған. Ата-бабаларымызда енді сол саған келді. Сол байлықты өзіңе деп тықпалай берме. Бұны халықтың пайдасына жарат. Қаншалықты халыққа көмектесің, қаншалықты халыққа бересің, соншалықты артыңда жаңағы жақсы амалдарың қалады деп айтады да. Сол себепте сол әкең мектебін 100 мектепте бере алмайды дейді ғой, берген тәрбиесін. Ақшадан қиналған кездерім өте көп болды. Мысалы кредитпен жауып жүрген кездер болды. Осы жерде ол кітабында жазылды. Қарызды қарызбен алып, мысалы банктен звондап жатса, телефонды алмай қойған кездер болды. Жаңағы қарыз берген адамдардан қашып жүрген кездер де болды. Қазір енді көп қазақтың басында осы жағдай болып жатыр ғой. Осы жағдай болып жатыр. Ең үлкен қарызыңыз қандай болды? Ең үлкен қарыз мен ол кезде жаңағы былай енді өзім 83 миллион теңге қарыз деп жаздым, мысалы мына жерде. Өйткені банкке қарыз болған суммам 40 миллионнан асты, банк үйімді алып қойды, оның бәрін тастап кеттім. Ал инвестордан жалпы тартқан ақшамыз 43 миллион теңге болды. Сонда екеуінің қосындысы 83 миллион теңге болды. Бірақ ол менің сол кездегі деңгейіме ол өте үлкен ақша болды. 2018 жылдар болды. Оған қалай келдім жалпы? Көп тағы қазақтың қайталайтын қателігі осыда жатыр да. Менің ішімде білім жоқ. Жаңағы әртүрлі бизнес школаларға бардық, мектептерге бардық. Сол жерде не бизнес деген оңай екен ғой. Жарнаманы бере саласың, товарды әкеле саласың, сата саласың, үлкен маржасымен бай болып кетеді екенсің деген сол өтірік қуыс кеуде өзімді, мысалы сол арқылы сыртымды дұрыстау, жаңағы барып оқып алғаннан кейін мотивацияға тойып алып қателіктерге ұрынған кезде. Мен мысалы сол кезде тоже осы кітапта шынайы қалай қарызға кірген тура жазылды. Кюфо бизнес скул деп бизнес мектеп аштым. Бірақ менің сыртым жалтырап, ол жерде костюм шалбар алып, қымбат Рикс сияқты, Ритц-Карлтон сияқты жерлерде, қымбат адамдардың ортасында, осы Марған ағаларымыз сияқты, Арманжан Байтасов, біраз мықты адамдардың жанында жүріп, сыртымды ғана дұрыстаған екенмін. Бірақ мен аузымды қалай ашам, олар түсініп қояды да кім екенімді. Ал сондықтан да көп қазір бауыр қарындастарымызға айтатын, керісінше білімге салыңыздар. Менде тәжірибе болды,
бірақ білім болған жоқ, теориялық білім болған жоқ. Сол теориялық білімді керісінше мен қарызға кірдім, міне тоқтадым, ешкім маған қарыз бермейтін сияқты болып, мен ең жаман адам сияқты, жаңағы үйге барсаң да сенің қарызыңды бүкілі білетін сияқты, сыртқа шыққан кезде жаңағы бүкіл талғат қарыз деп маңдайымда жазылып тұратын сияқты, ешқайда шықпай қашып, мына тау жаққа шығып кетіп, сол жақта айғайлап деген сияқты эмоция шығарып сөйтіп жүрдім. Мысалы сол армандап, бұдан қалай құтыламын, богатый папа, бедный папа, Вавилоннан шыққан бай адам, әртүрлі кітаптар, Брайан Трейсидің кітаптарын оқып ізденіс үстіне түстім де сол кезде. Яғни сіз бірінші жаңа бизнес школаны аштыңыз, бірақ қарызыңыз болды басыңызда, иә? Жоқ, қарызым болған жоқ ол кезде. Керісінше, наоборот, мен сол бизнес школаны ашқан кезде инвесторлар тартып, қарызға кіріп кеттім. Жоқ, өйткені табыс келіп жатқан жоқ қой. Ал мен оғанға дейін менде мойком болды, автомойком Өжетте. Содан кейін 16 квартирантым болды. Квартиранттар сақ қойдым и автокөлікті алып сатып жүрдім. Көп адам осылай жүр қазір. Олар белгілі бір деңгейде өз тәжірибесімен арқылы ешқандай маркетингті қолданбай, ешқандай команданы құруды қолданбай, идеяны іске асыруды қолданбай, инвестиция тартуды білмей. Оған ақша салғысы келмейді ғой. Соны білмей, бірақ өз деңгейінде 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион ақшаларын тауып жүр. Мен сол арқылы ешқандай оқуға келмегенде, ең бірінші Ахметбек Нұрсилы ағамызға келмеген кезде, менде қарыз аз болды, бірақ жаңағыдай өте бір көп қарыз, кредит деген ондай болған жоқ мысалы. Потом барып мен сол жерге келген кезде, уже мотивацияға кіріп, мынау болады екен ғой деп, жаңағы спиннер жобасына кірем, бампербол жобасына кірем, бәрі минус. Мына жерде енді бір қызық жағдай бар, көп көрерменге пайдалы болады деп ойлаймын. Ең бірінші сіз былайша айтқанда динозаврлар дейді ғой, өзіңіз қалай білесіз, сол арқылы тәжірибемен бизнес жасап жүрген кезде белгілі бір ақша тауып жүресіз. Ондайлар көп қазір. Барахолкада отыр, мысалы оптовиктер отыр, иә. Өзінің ортасы бар, бірақ заман талабына сай оларды мысалы тез дамып жатыр ғой заман. Кім білімді алып, солар жаңа, мен мысалы өз саламды айтайыншы, мысалы автосалон саласында перекуп болып жүргендер, алып сатып машина, әлі перекуп болып жүр. Бір өскен жоқ, өнген жоқ, әйтеуір бірақ бала шағасын табады, бірде бар, бірде жоқ, осылай күн көріп жүр. Ал менің ерекшелігім қалай болды? Менің ерекшелігім оқыдым, білім алдым, команда құруды үйрендім, масштабқа шығардым. Мен өзім жүгіріп істеуде емес. Менде 24 сағат болса, мен 1000 сағат, 10.000 сағат, 100.000 сағат қылдым. Өйткені жаңағы 400 адам жұмысқа алып, олар мен үшін жұмыс істеп, компания үшін жұмыс істеп, осы арқылы мен өзім уақытымды бөліп, келесі бір бизнестерді жасауға мүмкіндік алдым да. Сол тәжірибені жаңа оқыған білімдерімнің арқасында. Мына жерге кері шегінсе қайтадан, яғни жаңа 83 миллион қарыздан шығу үшін сіз бірінші оқыдыңыз. Бірінші оқыдым. Басқа бизнес бастап жоқ, ең бірінші мен жаңа 83 миллион қарызға кірмей тұрып оқыдым. Өйткені ол қалай болды? Мен өзім жатам, орта жаңағы перекуптардың ортасы, машина сатып келем, автомойком, кассадан ақшаны алып аласың да, таң атқанша жүресің, обедке келіп ұйықтайсың, обедке дейін сасып борсып жатасың, өзіңнен басқа ешкімге пайдаң жоқ. Қайтадан сол орта, қайтадан машинаны алып келесің, күнде бір өмір. Сонымен бұлай жату мүмкін емес қой. Бір дұрыс бизнес бастайыншы. Негізі мықты бизнесмендер жүр ғой, сол сияқты неге бизнес бастамайым деп, бизнес бастау деп басқан кезде Ахметбек Нұрсилы ағамыз атып YouTube. Таң атқанша іздендім, таң атқанша көріп жаттым видеосын. Бірден іске кірісетін адам, таң ата тұрдым да Ахметбек Нұрсиланың офисын тауып, сол кісіге бардым ағамызға. Тем более біздің жақтық екен. Ол айтты, не үшін келдің дейді. Мен айттым, оқу үшін енді ағамыз болғаннан кейін, жерлес болғаннан кейін менімен танысады, отырады, сөйлеседі, ақылын айтады екенсің. Оқу үшін келсең, бар кассаға ақша төле, давай кір деді. Солай кір деді, кірдім ғой ол. Ақшасын төледім, кір кеттім. Сол жерде уже идеялар келе бастайды. Ананы істейік, мынаны істейік. Мен оған инвестор боламын. И сол жерден бастап инвестиция тартуды үйретті. Мысалы, ортада спиннер жобасына ақша керек болса, міне қаншама адам бар, солардан инвестиция тарту болады деді. Біз өзіміздің товарды шығарамыз, инвестиция тартамыз, 12 миллион, 13 миллион ол кездегі мысалы. И солар жинала бастайды ғой. Ойлаймыз, оп-оңай екен ғой, жаңағы бизнес жасау деп. Ол бірақ бизнестен пайда тауып тұрған жоқпыз. Сол спиннер жобасынан, сол бампербол жобасынан пайда таппағаннан кейін оны тағы бір қарызбен алып жабасың, тағы бір. И солай қарызға кірдім де. Көрдіңіз бе? Атак негізі оқуға келгенше ондай бір қарызым болған жоқ. Одан кейін оқып бастағаннан кейін негізі мен ойлаймын да, дұрыс, мысалы, ешқандай білімсіз бастап жүргенде қарызың жоқ.
нормально жүрсің көбі, бірақ именно негізі неге мына маркетингті қолданғанда, команда құруды қолданғанда, масштабқа шығуды қолданғанда, бизнестің жүйелеуді қолданған кезде неге қарызға кіріп кеттім деп ойлаймын да, мен дұрыс істеп жатырмын ғой деп, көрдіңіз ба? Оказывается, ол периодта тоже мысалы қарыз да ол сізге өмір бойы жазып қойған диагноз емес. Ол сіз мына біз 1 класс, 2 класс, 10 класс деп мектепке барып әріпті жазуды үйренген сияқты, сіз бизнеске келген кезде міндетті түрде адамның басынан өтетін деңгей деп айтатын едім. Өйткені сіз бірден 10 миллионды басқарып кету мүмкін емес. Бірден 100 миллионды басқарып кету мүмкін емес. Бірден миллиардты басқарып кету мүмкін емес. Әр деңгейде, 10 миллион деңгейде, 100 миллиардтың деңгейде сіз қателіктер жасайсыз. Өйткені соған байланысты сізге жауапкершілік келеді. Сіз оны бірінші рет өтіп жатсыз. Көрдіңіз ба? Сол себепті де көпке пайдалы болсын айтатыным, қазір қарыз болып жүрсеңіз, кейбіреулеріңіз 10 миллион, кейбіреулеріңіз 100 миллион, кейбіреулеріңіз 200 миллион қарыз болып жүрсеңіз, сіз қуаныңыз. Ол сізді зона комфортадан шығаратын, негізі мен өзім қарыз болғаннан кейін осылай болдым. Зона комфортадан шығаратын, сізді арғартай жаңағы харекет жасауға итермелейтін бір күш деп. Содан кейін нарық сізді 200 миллионға бағалап тұр. Егер 200 миллионға қарызыңыз болса. Ал енді мына яғни сіздің қанша қарызыңыз бар, нарық сізді сонша миллионға бағалап тұр. Олар сондай ақшаны таба алатын мүмкіндік сізде бар. Мүмкіндік бар. Алла тағала көтере алмайтын жүкті басқа бермейді дейді. Алла тағала қаламаса жапырақ жерге түспейді дейді. Яғни сізде қазір осы болып жатқан дүниелердің барлығы сіздің тағдырыңызға жазылып қойған, және Алла тағала ойды салған кезде, мысалы Илон Масктың айтатын болсақ, Тесла ғарышқа адамдарды ұшыруды, оған ой келді ғой. Сол ойын ол қайта 4 рет ұшырмақшы болды, 3 рет ұшырғанда 3 рет онда нәтижесі болды. 4-ші ретінде ғана ұшып кетті. Сол сияқты сіз қарызды жаңағы табу жолдарын іздестіре барасыз. Ана бизнес істеп көресіз, мына бизнес істеп көресіз. Ақырында тәжірибе жинайсыз, команда құру туралы, сол ақшаны табу туралы. Сол ақшаны табу туралы қасиетпен сізде тәжірибе және иммунитет сол қалады сізде. Көрдіңіз бе? Өмір бақи арғартай сізді. Содан кейін міне мысалы мен де сол немене қалды мүмкіндіктер. Мен сол арқылы арғартай оны дамытып жатырмын да. Сондықтан бірінші сұраққа жауабым жаңағы ақша ол үнемі жетіспейді. Кәсіпкерлердің бәрінде керемет машиналармен, керемет үйде тұрып, керемет жерде жүргенімен, бірақ та оларда әртүрлі бизнес идеялар да көп болады, сонымен қатар іске асырғысы келетін шаруалар да көп болады. Сол арқылы ақша оларда үнемі жетіспейді. Сондықтан ол деңгей сіздер ойламаңыздар, мен бай болып кеткен кезде мен керемет өмір сүрем, және де ешқандай менің проблемам болмайды деп. Керісінше кәсіпкердің жаңағы проблемасы өте көп деп айтатын. Бизнесменнің проблемасы өте көп. Неге? Қазір налогпен 2026 жылда басталып жатыр, иә. Енді біз налогымызды адамдардың қазір жұмыс орындарын айырқаса, олардың жаңағы еңбек ақылары бар. Заңды түрде ертең заң өзгеріп кеткен кезде біздің басқа поставщиктермен қалай жұмыс істейміз? Ол жауапкершілік бар. Одан басқа мойныңызға алып қойған инвесторлар, серіктестер, партнерларыңыз бар. Олардың алдындағы жауапкершілік. Онымен қатар бала шағаңыздың алдындағы жауапкершілік, үйдегі. Онымен қатар командаңыздың алдындағы жауапкершілік. Онымен қатар қоғамның алдындағы жауапкершілік. Бизнесмен өзіме деп көбі Forbes-қа кіруге тырысады ғой, мен соған таң қаламын. Forbes-қа кіріп, сенің ақшаң миллиард, бәленбай миллиард болғанына не пайда, егер сол ақшаңыздың халыққа пайдасы тимей жатса. Керісінше сіздің жасаған жақсылықтарыңыз көп болып, сол арқылы сіз Forbes-тан да асып кетуге мүмкіндік бар да. Кезінде өйткені біздің қазақтың байлары бір ауылды бағып отырған, иә. Бізде просто кеңес дәуірінде бай деген ұғымды бай жаман деп өзіңізбен неткен кезде де айтып отырмыз, осыны кіргізіп тастаған. Барлығы қазір біреу бай болып кетсе мүмкін емес. Айнұр ханым, ойбай ол тоже бір жерден алып жатыр, ойбай. Немесе жаңағы алаяқтар ғана бай болады. Иә, алаяқ қалай ол жаңағы, мысалы жаңағы шетелге қарасақ, мысалы, осы кәсіпкердің ортасы өте қатты дамыған. Бір-бірлеріне жаңағы жақсы көмектеседі. Мысалы, мен өзім Қытайға барып көрдім, қытайлық серіктестеріміз айтады, бізде 3000 адам бар дейді. Жаңағы клуб деп айтайықшы, біздің тілмен айтқанда. Сонда 3000 адам бар дейді. Пандемия кезінде $100 миллион аса халыққа көмектестік дейді. Ойлаңызшы, біріккен кезде ғана олар көмектесе алады. Кәсіпкерлер біріккен, иә? Кәсіпкерлер бірігіп $100 миллион аса
жаңағы өзінің Қытай немесіне көмектескен еліне, иә. Енді одан басқа төлеп отырған салықтары бар. Одан басқа бір-бірімізбен оқимыз, дамимыз, бір-бірімізден серіктес боламыз дейді. Бір немелерде көмектесу керек болса, ақшалай көмектесеміз дейді. Бізге де осындай ортаны қалыптастыру керек. Өкінішке орай, қазақ аудиториясының потенциалы өте үлкен. Өйткені бизнесте оқиын десе, жақсы өз тәжірибесінен үйрететін бизнесмендер, жаңа өзіңіз басында керемет айтып өттіңіз, оларда уақыт жоқ. Потом олар шыға қалса, ой, мынау что-то ақша тауып бастапты ғой, ақшасын ақылын сата бастапты ғой деп, осыдан көп бізде қорқады. Ал енді басқа жаққа барсақ бар ғой, бәрі эксперттер, Қытайда қараңызшы, барлық немене қазір кезінде Россиядан үйренетін едік, қазір Қытай тренд создавать ететін болып кетті. Ванхостер дейма, мысалы жаңағы TikTok-пен арқылы сату, Instagram арқылы сату, ешқандай офиста қоймай-ақ көптеген сондай нәрселерді істеп жатыр, жаңашылдықтың бар. Неге біз қазақ соны үйренбеске? Неге соны істемеске? Біз екі алпауыт елдің ортасында тұрмыз. Мына жақта Қытайымыз болса, мына жақта Россиямыз. Екі ортада отырып үлкен пайда табуға болады. Сол арқылы содан кейін қазаққа пайдалы болуға болады. Қайырымдылығымыз жасайық. Сол кезде мемлекетке де пайдалы боламыз да, мысалы. Негізгі осы ойым сол. Бізде қазақта керісінше жаңа көре алмаушылық көп, аяқтан шалушылық көп, бірін сразу проект болмаса анау нәрсе, мынау нәрсе. Одан бөлек орыс аудиториясында, мен мысалы енді орыс аудиториясында да жаңа айттым, оқып көрдім, олардан да білім алдым, бірақ та бір гүл сататын кішкентай ғана бутик шығарып жатсыншы. Бірақ соны бәрі келіп қолдап, ай, мына керемет, мынау мультимиллионер болды деп, гүлден қалатын пайда ол аз да. Оның хоть 20 гүл сататын жаңағы орны болсын, дүкені болсын. Бірақ одан пайда аз. Бірақ оны бір керемет көтермелеп көрсетеді, киім сататын бір нәрсе атса, орыс аудиториясы, оған барып барлығы миллион теңге, 2 миллион теңге, 3 миллион теңгеге алып саудасына көмектесіп жатады. Қолдап көмектесіп жатады да. Бізде қазақта бір нәрсе ашса, керісінше қарызға сұрап, болмаса өзіміз ғой ала салайық деп. Не болды сонша өзінше болып кетіпсің? Сразу бір нәрсе аштым ғой, өзінше болып кетіпсің деп керісінше артқа тартады да. Осындай енді бар, оны мойындауымыз керек. Өйткені көп адам сол арқылы тоже қарызға кіреді. Мен мынаны айтқым келеді дәл осы жерде. Жалпы адам қарызға бизнестің көзін таппағандықтан емес, немесе жаңа саудасы жүрмегендіктен емес, өзінің ойлауының дұрыс болмауынан кіріп кетеді деп ойлаймын, өз басым. Өте дұрыс айтасыз. Біз харекет менторлық курсымыз жасадық қой. Сол кезде міндетті түрде Досан Комен арқылы біз психология жағын еттік. Қазіргі таңда сіз өзіңіз психология жағынан кеше сізбен сөйлесіп отырған кезде де айтып жатырсыз, көптеген әйел адамдардың, қыздардың жаңағы тазалау арқылы өздерінің эголарын, жаңағы біреу деген өкпе ренішін, сол арқылы олардың кәсіпке келуіне себепші болдым дейсіз. Өте керемет. Адамның жақсылыққа келуіне, пайда табуына, семьясымен, жандағы достарымен, адам сол ішкі дүниесі тазарған кезде ғана басқалармен сөйлесе алып, сол ары қаратай пайда табуға мүмкіндік туады. Ішің қандай, сыртың сондай. Ішің қандай, сырты сондай. Соны оқып алып, ары қаратай уже енді кәсіпті сіз кеше шырылдап жүргеніңіз, айтқаныңыз өте дұрыс нәрсе. Енді мен сол қыздарға ары қаратай нақты кәсіпті, жаңа идеяны қалай іске асыру, нарыққа қарай упаковкілеу, одан кейін оны команда соған қалай құру, оған содан кейін системаны сол бизнеске қалай келтіру, одан кейін барып жаңағы инвестиция тарту, егер все дұрыс болып жататын болса, команда бәрі мықты болатын, нарыққа сол идея сұранысқа бар болатын болса, жаңағы инвестиция тартып, енді оны ары қаратай масштабқа қалай шығару. Осыны үйретейікші, осындайға шырылдап жүрсіз де, мысалы. Ол айтпаса, сіз белгілі мөлшерде өзіңіздің ақшаңызды тауып алдыңыз, сізге жетерліктей бар, танымалдылығыңыз бар. Арарта не керек, жата берсеңіз де болатын еді. Келіп, осы студияны жалдап, Талғат мырза келіңізші деп осының бәрін жасап жатқаныңыз, оның өзі сіздің сыртқы дүниеңізді де көрсетіп отыр. Мен сол үшін сізді өте қатты құрметтеймін, және де ақындық кезіңізде де кішкентай кезден көріп өстік, сыйлаймын. Бізде ауылға келіп, Балымбек ағекеңіз айтыс көрсетіп, сол жерде Аманжол Әлтай ағамыз басқа жүргізіп отырғанына мен қуаныштымын. Ол да бір тарихта қалған нәрсе де. Сондықтан сіз солай келгенде мен неге келмеске, осыны бөліспеске, және де сіз жақсы нәрсеге шақырып жатсыз да. Жаңағы от шырылдап, мен қыздарым үйренсінші, олар бір деңгейге тоқтап қалды, келесі деңгей Талғат мырза бөлісіңіз жаңағы тәжірибеңізбен деп жатқан, ол өте жақсы, мен өзім құптаймын ондай нәрсе. Сондықтан да
И сол мына психологиялық жағынан тазаланып алғаннан кейін ол ашылады да. Ол кезде ашылған кезде оған жаңа ақша да келеді, оған адамдар да келеді, оған мүмкіндіктер келеді. Өйткені ол да сыртқы дүниесін дұрыстап, жақсы оймен, ешкімге ренішсіз, өкпесіз, жақсы ойға жүгіріп жатыр да. А ондай кезде Алла тағала өзі көмектеседі ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан мен ешқашанда біреудің қызған көрмеппін. Біреу жақсы нәрсе алып жатса, мен ойлаймын, о жақсы, өйткені айтады Алла тағала қуана білгенге құт келмейді дейді. Одан кейін қызғаныш ол ішіңді өзің жейді. Ол менде көптеп подкасттарда бар. Мен өзім бұрын қарыз сұрап жүрген бір адамдар болған ғой. Енді аяқ астынан көтеріліп кетті, бұл кісілерге бармай кеткен кезде, ой, что-то мынау проект, что-то қалай бұл аяқ астынан көтеріліп кетті деп, и потом ол өзі маған хейт жазып, потом сол осы психологиялық бір курстарды алғаннан кейін маған звондап, содан кейін айтып жатыр да, Талғат, сен ренжімеш, кешірші. Мен бүйтіп жүргенмін дейді, сен менен ақша сұрап жүрдің, аяқ астынан сұрамай қалдың, еще ана жақтан салон ашасың, мұн жақтан бұл қалай өтірік, бұл проект өтірік, мынаның бәрі деп сөйтіп хейт етіп жазып жүргенмін дейді. Сөйтсем мен қызғанып өз жолымды өзім жауып жүрген екенмін ғой. Міне осындай жаңа психологиялық немеге бардым, оқыдым, түсіндім. Осылай деп жақсы қазір араласамыз мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан қызғанбау керек бұл өмірде. Өмір қысқа, өз өміріңіз бар. Керісінше өз өміріңіздің суретшісі өзіңіз болыңыз. Жаңағы өмірді Алла тағала мүмкіндікті біз ұл бала болып, өмірге қыз бала болып келдік, анамыздан дүниеге келген кезде, бірақ ешкім жазып қойған жоқ басына маңдайына, мынау миллионер, мынау миллиардер, или мынау президенттің баласы, или мынау премьер-министрдің баласы, или мынау депутаттың баласы деп жазып қойған жоқ. Бәріміз бірдей мүмкіндікпен дүниеге келдік. Просто ұл бала қыз бала болып, арғарта енді біздің ортамыз, білім алуымыз, өзіміздің таңдауымыз, сол арқылы біз арғарта жетістікке жеттік. Осы туралы бір керемет жаңағы оқиға бар. Екі бала болған екен де, біреуі екі балада, бірақ әке-шешесі ішетін ортадан болған. Күнде ішет, ұрсыз. Содан кейін бір баладан сұраса, ол да ішкіш болып кеткен екен де. Сол айтты, сен неге ішкіш болып кеттің? Мен неге ішкіш болмаймын, өйткені әке-шешемнен көргенім осы, тәрбиеде көргенім осы, күнде ұрсыз, айғай, содан мен де ішіп кеттім деп айтады. Екіншісінен сұраған екен, ол бірақ бизнесмен, жетістікке жеткен, миллионер, өте үлкен жағдайы жақсы. Сен неге осылай болдың десе, ол айтты, конечно, мен неге осындай болмаймын, өйткені менің ұяда көргенім жаманшылық, ішкен, сол өмір жаман екенін көрдім, мен ондай өмірді өзіме қалаған жоқпын, сол себепті де оқыдым, білім алдым, мұндай өмірге тек қана менің өмірім мұндай болмасын деп харекет жасадым, сол арқылы мен осы деңгейге жеттім деп. Сонда таңдау өзімізде екен де. Ана өкіметті кінәлап, әке-шешемізді кінәлап, басқаны кінәлап қажет жоқ бұл жерде. Барлығын біз қалай қаласақ, Алла тағала сондай мүмкіндік беріп қойған. Мынаны айтқым келеді. Сіз жалпы осы сәтқа шейін жаңа айттыңыз ғой, ана жаққа барып оқыдым, мына жерге барып оқыдым деп. Жалпы оқуыңызға шамамен қанша ақша салдыңыз? Мен клубтарға $1 миллион асып кетті. Өйткені клубтарға салдыңыз? Клубтарға кірдім, миллионерлердің клубтары болды, $150 мың. Ол клубқа кіргенде не бересіз, не аласыз сонда? Осы жерде тағы да мынандай, мен басында айтып тұрмын ғой, сіз осы қарапайым ортадан шықтым деп тұрмын ғой. Мен ол жақтағы, мен де ойлайтынмын, бір сектаға кірді, ата-анам да солай ойлайтын. Олар жаман болсыншы деп ойламайды. Ол кісілер баласының бір нәрсеге ұрынып қалмасын, қарызға кіріп қалмасыншы деп. Мына кітапта сол туралы өте жақсы айтылған. Әке-шешемді өйткені осылай шақырып сұхбат алдық. Сол кезде мен даже білмеймін, қыздар алған ғой. Сол кезде айтты, баламыз осы қателіктер жасап жүрген кезде 300 мың теңге бір жерге зарплатаға кіріп отырса екен, тып-тыныш. Қарызға кірмесін, өйткені оның ұйқысыз түндерін, қиналып жүргенін көргіміз келмейді деген екен де. Сол керісінше сол кезеңдер біздің баламызды шыңдаған екен ғой деп, біз артынан оны түсіндік. Міне қазір Талғат осы деңгейге жеткенде түсіндік деп жатыр да. Көрдіңіз бе? Сол себепті де айтарым, біз жаңағы осы нәрселердің әр деңгейін өтпей, қазіргі деңгейге қалыптаспаймыз. Мен де жаңа айтып тұрмын ғой, мен де кінәлайтын, мен де ойлайтын, өйткені өтірік ақша алып жатыр. Потом уже білімнің, өйткені маған үлкен ақша әкелгендерін түсінгеннен кейін, мен мысалы $1 миллион тауып тұрмын,
ол жерден $150,000 төлеп сол оқуға барғанымда одан мен тағы да ары қаратай больше ақша алатынын түсініп тұрмын да. Яғни сіз оқыған сайын ақшаңыз көбейе берді. Оқыған сайын ақшам көбейе берді, и ортам өзгерген сайын ақшам көбейе берді. Бұрын 1 миллион теңгені табу өте қиын болатын. Өйткені менің ортам сондай болатын. Біреуден 10 мың теңге қарызға ұшыраса, қойшы өзім кредитін жаба алмай жүрмін. Арыш деген сияқты айтатын. Қазір біреуден мысалы, менде мынандай проект бар еді, кіресің ба? Там $1 миллион тұрады, болмаса давай осында іске асырсақ, сен осындай пайда тұрасың, маған $1 миллион бере тұр десем, ол оңай табылады керісінше. Өйткені сондай ортадамын да, көрдіңіз бе? И жаңағы банктерден келетін мүмкіндіктер, өйткені сіздің жасап жатқан жұмыстарыңызды көріп жатқаннан кейін бәрі, все, Талғат Сақанға беруге болады. Көп жерде ақшаң қайта жоғалып кетпейді. Өйткені инвесторларды тағы да бір қате пікір бар. Көп адам просто инвестор тарта салам, сол арқылы мен бизнесім жүргізіп кетемін деп ойлайды. Бірақ өзінің тәжірибесі, деңгейі, командасы ол ақшаны игеруге жетіп тұрған жоқ. Сол себепте ол қарызға кіреді. Қарызға кеткеннен ең оңай жол қандай? Жоқ, мен бизнесім жүрмей қалды, болмай қалды, ақшаң қайтпайды деп. Оңай, өте оңай жол да. Ал керісінше сіз жауапкершілікті алып, мен 83 миллионға кір кеткенде, менде күйфотып бар болған жоқ. Міне тағы да бір білімнің керек кезін екен айтсам, сол кезде мен осындай қарызға кірген адам бар ма екен? И сол қарызды жапқан адам бар ма екен деп іздедім де. Сол кезде маған Сайдмұрат Даулатовты айтты. Соны Сайдмұрат Даулаттың өзі бір сағаттың өзі ол кезде $500. Енді біз бір жеріміз ауырса, сен ертең өлесің десе, біз ана миллион болсын, 30 миллион болсын тауып барамыз, аламыз ғой. Бірақ та именно осы білім алуға келген кезде, жаңағы өзіміздің деңгейімізді өсіру, сол жолда өтіп атқан адамдардан ақша төлеуге келген кезде бергіміз келмейді. Ол кезде бәрін ойлаймыз, лохотрон, секта, өтірік ақылын сатып, конечно, ол оп-оңай. Бірақ ол осы уақытқа дейін миллиондаған адамдардың сол алдынан өтті ғой. Осындай менің тікелей осы автокөлікпен айналысуыма себепші болған Даулатов мысалы. Өйткені мен $500 таптым, қарызға іздеп жүріп, 1 сағат консультациясын алуға бардым. Содан кейін $500 енді ол кісі мен 2,5 сағат сөйлесті. Сөйлесіп отырып, давай айтшы кәне осылай. Мен 1 сағат өтіп бартқаннан айтам, у меня на 1 час только десем, $500 ғана бар деп қысылып жатырмын ғой. Ты не переживай дейді. Я с тебя денег брать не буду, өйткені вижу, у тебя есть качество миллионера дейді. Ты будущий миллионер дейді. Енді мен таған жерде ойладым. Тағы бір енді ойладым, жаңа ақыл сатады дегеннен ойлап тұрмын ғой. Мен мақтап қазір жаңағы ақшаға нетіп жатыр деп. Сөйтіп ойладым. Қайдағы миллионер едіңіз ғой? Мен енді өйткені 83 миллион қарызда жүрмін. Мен қайдағы миллионермін, өзім сенбеймін ғой даже. Көрдіңіз бе? Ты будущий миллионер, у тебя потому что вот качество миллионера есть деді. Сонымен тұрамын да, жарайды деймін, потом кетем, $500 бірақ өзі курсына шақырады, курсына барам, сол жерге төлеймін, кітаптарын алам, ана жерде ана кісінің айтып жатқан бәр нәрсесі маған ақылға кіреді. Содан кейін ол айтады $15,000. Расында да $15,000 тағы сатады. Бірақ енді мен емі алған сияқты, емі өтіп атқан сияқты маған жаңағы дәрумен болып жатқан сияқты мен де ана кісінің мені қарыздан шығаратын адам екеніне. Өйткені маған ойлаңызшы, ата-анам сенбейді. Өйткені сектаға кіріп кетті, жынды $500 төлеп барып жүр осындай нәрсеге деп. Ортам сенбейді. Айтады, сен осының кесірінен осындай одан сайын қарызға тығып жатсың. Осындай жаңағы бизнес школаларға барып, өзің бизнес школаға барып, сондай қарызға кірдің ғой деп сөйтіп айтып жатыр. Ана бір кісі ғана сеніп тұр, ты будущий миллионер дейді. Ол сенім екен ғой сөйтсем. Содан сенеді, келеді, мен ол кісінің $15,000 табам, өйткені адам 83 миллион теңге қарызға кіріп кеткенде ойлайды, арғатай мен ақша таба алмаймын. Бітті, маған ешкім бермейді деп. Ал енді үміт пайда болған кезде адамда ол керісінше арғатай ізденеді екен. Сол сияқты сізде өзіңіз қаншама қыздарға үміт бердіңіз, айттыңыз, сенде келеді қолың. И сол сияқты менен де қаншама адам өткеннен қазір мен түсініп отырмын, шәкірт оқытқаннан. Кейбір адамдарға қарап тұрамын да, оның қолынан бәрі келіп тұр, мүмкіндігі де бар. Бірақ бір қадам жасауға алда қорқады да бар. Жаңа өйткені ортасы сондай ғой. Оған ешкім сеніп тұрған жоқ. Бәріне айтып тастаған жоқ, сенің қолыңнан келмейді, кәсіп жасау мүмкін емес. Ол жаңағы лохотрондардың ісі.
300 мың теңге 500 мың теңге зарплатаңды алып отырсың ба, шүкір де солай өтші. Бірақ енді сол 300 мың теңге 500 мың теңгені жылдық санайықшы. 300 мың теңге мысалы 3 миллион 600 мың теңге болады, иә, бір жылда. 10 жылға көбейтіңізші, 36 миллион теңге ғана да. 36 миллион теңгеге 10 жыл өміріңізді қиясыз да, былайша айтқан кезде. И сол 300 мың теңгемен сіз қайдағы үй аласыз, қайдағы көлік аласыз, қалай шетелге барып қыдыра аласыз. 10 жылда сіз денсаулығыңызды беріп тастайсыз да, керісінше қайтадан ем аласыз соған. Одан сайын көп қазір қазақтардың жасап жатқан, өзіміздің қарапайым жаңа қара көздеріміз жасап жатқан немесі осы қателік. Мына жерде қазір хейт кетуі мүмкін, бәрібірдей кәсіпкер болып кете алмайды, мүмкін емес қой ол, сен не айтып отырсың деп, өйткені орта сондай ғой, сенбейтін мысалы, иә, бәрібірдей кәсіпкер болып кете алмаса да, сіз мықты специалист бола аласыз өз деңгейіңіздегі. Көп қой қазір мысалы, мобилографтар жоқ еді, мықты мобилограф болшы мысалы, сізге миллиондап төлеуге дайын. Сіз 300 мың теңгеге отырған, оны оқу арқылы үйренуге болады. Тағы да қандай, мысалы, жаңағы біз өзіміз мысалы қыздарды алып жатырмыз ғой, мысалы командадағы маркетологтар жүргізіп бізге жаңа клиенттер әкеп беретін. Оны да кейбір кездерде өздеріңіздің қыздар қатары көп қой, мысалы айына 40 миллион табатындар бар да. Получается, сіздің 10 жылыңызды, жылына 40 миллион табатындар бар. Сіздің 10 жылыңызды бір қыздар бір жылда табады. Бір сағатта табатындар бар ғой. Бір сағатта табатындар да бар. Қазір мүмкіндік артып кеткен сонша. Қазір кішкентай балалар да ақша тауып жатыр. Анау мультфильмдерді шығарып, сол жерде жүріп, олар да ақша тауып. Мысалы, мықты бизнесмен шәкірттерім бар. Бір күн жаңа продажа жасайды, сол бір күндік саудада 100-150 миллион жасайды бір күнде. Вот, ойлаңызшы. Таза табысы жоқ дегенде соның 50-60 миллион ғой. Иә, сол үшін ойланатын кез келді де, осы мына видеолар көріп отырсаңыздар, бекер көріп отыр, өйткені сіз ізденіс үстінде жүрсіз. Осы видеоға жолықтыңыз кезінде мен де Ахметбек Нұрсилан бизнес бастау деп ашқан сияқты. Арғартай тағы да бір неме, мен оны тоже өзімнен түсіндім. Көп адам осылай бизнес оқуға келеді. Біраз бір таяқ жейді, қателік жасайды, екінші қарызға кіреді, таяқ жейді. Одан үшінші соң ойлайды, қош бизнесмен емес екен деп, бұрынғы 300 мың теңге, 500 мың теңге зарплата алып жүрген жеріне қайта барады да. Сол сырттан қарап жүретін. Мен мысалы сол кездегі оқыған жаңағы бауырлар бар, кәсіпкерлер бар, бәрі қараса, тәкеңе просто повезло. Осылай айтады да. Тәкеңе просто повезло. Осындай болып кетті дейді. Ол ізденіс үстінде болғаннан кейін осындай мүмкіндіктер келіп жатыр да. Алла тағала соны беріп жатыр. Сондықтан үйреніңіздер. Алашардақтылардың өзі бекер білім алған жоқ. Олар қанша шетке шығып, сол Ресейден Абай атамыздың өзі жаңа қаншама артынан, біз Абай облысынан болғаннан кейін, ол да қаншама білім, ғылым, Абай атамыздың қара сөздері осы күнге дейін актуальды. Қазақ әлі өзгерген жоқ болған. Әлбетте. Получается, әлі қазақ өзгерген жоқ. Қазақстан. Содан кейін Ыбырай атамыз айтып кетті, оқысаңдар балалар, шамнан шырақ шағалар, іздегеннің алдынан іздемей-ақ табылар деп. Ол кісілерді. Содан кейін ортаны өзгерту керек. Мысалы, мен неге осының бәрін біліп, бізге рухани бай адамдар керек те. Ақшалай бай бір бөлек, ол ақшалай бай болып, бірақ еліне жеріне көмектеспесе, одан ешқандай пайда жоқ. Ал енді рухани бай болсаңыз, сіз ақындарымыздың ортасында жүрдік. Мен көп нәрсені сол жерден тоже үйрендім. Орталарыңыз қандай керемет, мысалы, иә. Одан кейін жаңағы жазушыларымыз, мысалы, иә. Одан кейін барып мына мемлекеттік деңгейде жұмыс жасап жүрген ағаларымыз, мысалы, сол кісілермен сөйлескен кезде, соның кәсіпкерлердің ортасы, ол кісілермен сөйлескен кезде, осы жердің әр жерінде жүру арқылы, олардан білім алу арқылы мен қазіргі талғат болып отырмын. И мен ойлап тұрмын, Арғартайда тоқта қалмаймын. Өйткені тоқтап былай ақпай тұрған су сасиды ғой. Сол сияқты менің деңгейім Арғартай өсіп отыру керек те. Өсіп отыру керек. Сондықтан айтатыным, үйреніңіздер. Мысалы, сіз өзіңіздің жұмысыңызда 300 мың теңгелік, 500 мың теңгелік жұмысыңызда жүріп те білім ала беруге болады. Қазір YouTube, интернет, жаңағы Instagram, TikTok бәрі дамыған заман. Содан кейін тағы бір мынандай нәрсе айтамын, лайфхак көп адамға пайдалы болып, өйткені мен шәкірттеріме пайдалы. Көп адам керек емес аккаунттарға подписать етіп алады, иә. Таңертең кіріспей ашып қалады. Ойбай, біреу тона кетті, өлтіріп кетті, зорла кетті.
осымен оянады адам, оның өмірі ары қаратай дұрыс болмайды да. Менің аккаунтымда инстаграмда қарасаңыздар, ондай ешқандай менікі бизнес мотивация, өйткені таңертең ашып қойған бетте сол шығады мотивация, бір идеяны іске асыру деген сияқты. Потом өзін өзі дамытып жүрген адамдар и халыққа пайдалы болып жатқан адамдар, осындай тұлғаларға ғана подписать еткем. Сол кезде таңертең инстаграм енді әлеуметтік желі қазір бәрінде бар. И ана мен де сондай болғам, айтып тұрмын, кезінде боевиктер көріп, ана бокстар көріп, бір-бірін ұрып соғып жатқан, и сол кезде мен ойлаймын, бұрынғы кезімде менде нервный боламын да. Ал енді қазір ондай көрмегеннен кейін адам не көреді, сол болады ғой мысалы. И көрмегеннен кейін қазір жаңағы күнде айтып ашып қалсам идея, ана идеяны былай іске асырыпты. Генри Форд жаңағы машинаны шығарған кезінде жанында әйелі шам жағып тұрыпты. 5-6 рет банкрот болғаннан кейін Илон Маск мысалы жаңағы SpaceX және Tesla компаниясын осы плюске шығаратын кезде екі жаққа ақшасын бөліп, последний ақшасына жасаған екен деп мысалы. Осы туралы айтылды да. И соны көру арқылы менде күндегі ой идеям барлығы даму, адамзатқа жақсылық әкелу, қазақтың өсуіне, өз ауылымызға мысалы пайдамызды келу, ауданға, облысқа пайдалы келтіру. Кітаптында жазғаным, ертең біздің содан тағы да бір мүмкіндік, сіз әулетіңізде миллионер болмаса, сіздерге мүмкіндік қазір. Сол әулетте ең алғашқы миллионер болып, миллионерлердің арғартай жалғасы болып кету. Сізде миллионер басталсында, арғартай сол әулет арғартай миллионер болып өтсін де. Сондықтан көп адамға зона комфортаға кірмеңіздер, білімдер болса алыңыздар, үйреніңіздер, білімнің артықшылығы болмайды. Сол арқылы, білім арқылы өте көп ақша тауып жатыр адамдар. Жалпы мына айлыққа жұмыс істеудің дегеннің өзі зона комфорта, үйде отыра беруді зона комфорта. Зона комфорта дегеніміз маған жайлы тыныш орын. Зонадан шықсам ар жағы қорқынышты. Ар жағы қорқыныш дейді. Өйткені менің айналамда мықты кәсіп істеп жүрген адам жоқ. Біздің қазақта кәсіпкерлер өте аз. Менің айналамда бір үлкен ақшаға қол жеткен адам жоқ. Қол жеткен адам бар болса да оның өзі бір оңбаған деп елдің бәрі оны бір ана қара тізімге тығып тастаған. Сол үшін қой құрсын тыныш, ел жұртқа біз қазақ өз ана ел не дейді деп жүрген халықпыз ғой. Елдің айтқанына қатты мән береміз. Жалпы қазақтың тегінде генетикасында өз керемет молшылық береке бар да. Сол мына кеңес одағының идеологиясы деп ойлаймын. Жаңағы балабақшада балалар тәрбиелену керек, қарттар үйі болу керек, жетімдер үйі болу керек деген сияқты осы идеологияның кесірі жаңағы арақтың насихаты жүрді, мысалы үшін темекінің насихаты жүрді, ажырасудың насихаты жүрді. Осының барлығы айналып келгенде біздің қазақтың тегіндегі генетикасындағы мықтылықты, байлықты құрту үшін былайша айтқанда біздің 37 жылы біздің қазақтың қайраткерлерінен қалай қорықты мысалы, қалай қорыққан болса, бұл қазақтың ана Екатерина екіншінің сөзі ғой деймін, ұмытпасам, қазақ өзінің қандай халық екенін білсе, әлемді жаулайтын еді дейді. Сол қазақтың сондай мықтылығы бұл айналаға қатты қауіп болғандықтан осы генетиканы құрту арқылы бізді байлықтан қорқыту, басшылықтан қорқыту. Біздің қазақта екінің бірі отырып, бастықтарды жек көріп отырады өзінен өзі. Оны не істеп жатқанын бастықтың бәрібір жемқор сияқты пікір қалыптасып кеткен. Немесе мысалы милиция деп алайықшы, милиция ұлттық қауіпсіздік комитет десе біз қорқамыз. Керісінше олар бізді қорғап жүр, олар біздің тыныштығымызды қорғап жүр, сол үшін жұмыс жасап жатыр, бізге оның бәрін қорқынышты қылып түсіндіріп тастады. Яғни осындай бір идеологияның дұрыс еместігінен біз әкімдерді жақтырмайды, халық қарап отырады да, әкімнің бәрі бір әйтеуір бір жаңағы кабинетінен шықпай тамақ жеп ақша жейтін адамдар сияқты қалыптасқан. Мысалы Қазақстан гүлденіп жатыр дейміз, соның барлығы сол әкімдердің, сол азаматтардың еңбегі да. Біз жақсылықты көрмейміз, жамандықты көреміз. Жаңа сіз өте жақсы айттыңыз, таңертең тұрып қалғанда әлеуметтік желіден бір жаман хабарды көреді, сосын отырады деп. Маған өткенде бір кісі келді, менің қызым дейді, суицид жасапты, қызы асыл өлім деп. Сол қызымды алып келейін деп, соның қызын алып келгесін айтамын мен, бұл қайдан, не үшін сен өлгің келіпті деп. Сонда айтады, сол жаңа әлеуметтік желіде бір асылып өліп қалған деген бір ақпаратты оқыдым, содан менің тынышым кетіп қалды дейді. Психологияда триггер деген сөз бар. Триггер деген сөз бір тыңдаған ақпарат мені қорқытады, және сол қорқыныш кетпей қояды. Бұл қорқыныштың өзі
триггер елдің бәрінде болмайды. Егер менің бала кезімде бір қандай да бір қорқыныш болса, және сол қорқыныш ұйықтап қалған болса, сол қорқынышты оятып жібергенді біз триггер деп атаймыз. Сонда бала кезінде болған екен, өзінің оказывается жаңағы көршілерінде астырып қалған кісі болған, сонда бәрі жылап айқайлап жылағанда бала қорыққан, бірақ бейсананың қысметі сондай, ұмытып тастаған. Кейіннен жаңағы әлеуметтік желіде жаңағы Асыл өлді деген хабарды естігенде, мынау бала кезде қорқыныш оянып кеткенде, күнде миымда тұрады, шаршап кеттім дейді, ұйықтамаймын, тамақ жемеймін, содан қорқып ойладым дейді, өмір бақи осылай қорқып жүрем ба, онда өлсем өлейін деп шешім қабылдадым дейді. Сондықтан да бізде адамдардың көбі қазір ең көп келетін сұрақ айтады: жаман ойдан қалай құтыламыз дейді. Егер сен кешкесін жаман ой дейді, жаман нәрсені көре берсең қалай құтыласың сен одан? Өзің мысалы байқасаңыз еді, әлеуметтік желіден бір Қайрат Нұртастың әнін тыңдап қалып, өмірін көріп қалып, Инстаграмда сөйтіп қалсаң, түсіңді көріп жатасың. Көрдің, ол сенің миыңа кіріп кетеді ғой. Сол сияқты оны ойлап тұрасың, ойбай, осы не болып жатыр екен деген сияқты. Мысалы біз Димаш Құдайберген десе, ол кім демейміз ғой, өйткені ол туралы көріп жүрміз, оқып жүрміз, білеміз. Өйткені біздің миымызға көзімізбен көрген ақпарат ол ұмытылмайды екен. Сондықтан да бізде қазір ана қарыз дегенді көп естиміз, ұсталып жатыр екен, құрту керек, жою керек, жаңағы әкесі шешесін бүйтіп өлтіріп қойыпты, әйелін өлтіріп тастапты, айуандықпен пышақтап тастапты деген ақпараттың барлығы бізге түкке қажеті жоқ қой, шындығында. Қажеті жоқ. Өйткені ол менің миымды ластайды, миым арқылы менің энергиямды алып қояды, энергиямды алып қойғанда менде қайдағы бизнес, қайдағы ақша, мен бітті, өзімнің миымда қорқынышымен алсам да кетемін. Сол үшін әлеуметтік желіні дұрыс пайдалану деген өте дұрыс айтады. Мысалы біз енді бұрын мен байқаймын, мен өзім 2016-17 жылы өте қатты депрессияда болдым. Сонда депрессиядағы адам не істейді? Бизнес бар адам депрессияға уақыты бар ма, өзіңіз айтыңызшы. Баяғыда біздің апаларымыз айтады ғой, осы сізде депрессияға уақыт болған жоқ дейді, ана жақтан күйеуі келеді, мына жақта бала шағасы, тамағы, былайша айтқан кезде. Қазіргі кезде киімді жаңағы машина жуады, үйді пылесоспен не істеп аласың деген сияқты. Әлеуметтік желіден қарайсың, тамақтар дайын, соны заказ бере салатындар да көп. Яғни бос уақыт бәрібір көбейді бұрынға қарағанда. Өте дұрыс айтасыз. Айнұрхан, мынаны айта кетейін деп едім. Мысалы сізден де сыртыңыздан айтып жатады ғой, ой, қалай ол ақыл өтеді, қалай бүйтеді деп. Сіздің жаңағы Сайдмұрат Талғатқа мен келген сияқты, сіздің алдыңыздан қаншама миллион біздің қарагөз қыздарымыз барлығы өтті ғой, дұрыс па? Апкелеріміз, біреулердің өмірін алып қалып жатырмын дейсіз, сол тәжірибеден айтасыз ғой сіз. Ол жеке өмір қатысы жоқ та, бұл жақта болмау керек те. Негізі сіз келдіңіз бе специалист, ол сол дәрігерлердің де жеке өмірінде неше түрлі болуы мүмкін. Сол сіз там білмеймін, техниктардың СТО-дан машинаңыз жасап жатсаңыз, оның да жеке өмірі ме? Жеке өмірге кіріспей бізде ең қазір біреумен біреу ажырасып кетті десе бітті, ол хит. Бірақ біреу пайда келіп бір нәрсе ашып жатыр екен десе, оны ешкім айтқысы келмейді. Біреу отбасын болыпты десе де қарамаймыз біз. Әдемі той болыпты десе. Сондықтан да біз қазақ өзіміздің ойымызды өзгертуіміз керек. Содан кейін жаңа әкімдер туралы мен госслужбаға барып ішінен көріп істеген адам ретінде айтып жатырмын да, олар да басқа планетадан келген адамдар емес қой. Қазір өзіңіз біліп естіп те жатырсыздар, Берік Уәлиұлы келді Абай облысымызға. Мен сол кісінің қазір осы қаржы жағынан, инвестиция тарту бойынша кәсіпкерлік бағытынан кеңесшісімін. Сол жерде өте көптеген өзгеріс жасап жатыр. Ана кісі ұйықтамайды. Өйткені халықтың арасынан шыққан адам ғой. Өзі халықтың арасынан шықты, барды, өз жерімізде, өз еліміз, Абай облысымыз көтерсін деп жанталасып жүрген адам. Бірақ соның өзін хейт ететін адамдар бар. Соның өзін не істеп жатыр, мына журналист қой, басқа деген сияқты да. Біз осыдан құтылуымыз керек, қазақ. Содан кейін мысалы мен көрген мемлекеттік жаңа жұмыс істеп жүрген адамдарда мен оларға ескерткіш қою керек деп айтатын едім. Өйткені жаңағы біз білмеген сияқты, мысалы оның ішкі саясаты бар, оның жүргізіліп жатқан сыртқы саясаты бар. Біз ол жерде маман емеспіз ғой, біз білмейміз. Жаңағы мына жақтан жаңағы айтып тұрмыз ғой, мысалы айдаһарымыз бар, Америкамыз қазір қосылды. Тікелей сол жақпен президентіміз қарым-қатынас орнатып жатыр мысалы, соның бәрін сіз ішіне кірген кезде ғана көре алмайсыз. Ал енді өз семьясын, бала шағасын басқара алмай отырып, баласы басқа бір қылмыс жасауы мүмкін, ажырасып кетуі мүмкін қызы. Бірақ біз мемлекетті өзгерткіміз келеді. Ең бірінші өз бала шағаны дұрыстау керек, біріншіден мысалы. Сондықтан ал енді аналарымыз, қыздарымыз туралы айтатын болсам, мен өзім білемін, сізді жаңа пандемия кезінде де көмектестіңіз, қаншама жаңағы жақсылық жасадыңыз, қаншама бізге аппараттардың осы жаққа келуіне себепші болдыңыз мысалы, кезінде біздің
тәуелсіздігімізді алған кезде мен айтатын аналарымыз, ер адамдар емес, аналарымыз ала дорбаны жаңағы арқалап, сауда жасап, носки сатып, пирожки сатып, вагонда жүріп жасаған тамақтарын сатып, өйткені ер адамдар бірден қалыптаса алмай қалады ғой, мысалы сол кезде сол кісілер алып шыққан. И қазір де қарасақ, бизнесте үлкен кейбір бизнестерді жасап жатқан сол кісілер, мысалы. Сондықтан ер адам, біз жаңағы қалыспауымыз керек, білімді алып, біз өзіміздің мойнымызға жауапкершілікті алып, білімді, ғылымды, тәжірибесі бар, бай қуатты болсақ, сол кезде ғана біз халыққа пайда келе аламыз. Сол кезде ғана сөзіміз өтеді, сол кезде ғана біз жаңағы әлемді өзгертпей ақ қойықшы, өзіміздің Қазақстанымызды өзгертіп алайық. И жаңағы мемлекетке көмектесуге атсалсақ сол кезде ғана. Ал енді еш нәрсені білмей жатып, сыртта отырып, керісінше қаншама бізге кесірін тигізіп жатқандар бар. Ішінде жүр, кел, көр, атсалыс, дұрыс ұнамай жатыр ма? Мынандай бір қызық жағдай болған. Мен сол жақта біздің Семей орманы как раз Беркуалиол келген кезде де тағы бір рет Бесқарағай жақтан өрт шықты. Өрт шықты, ол кісі жанталасып сол жаққа барып жүрсе, бір ер адам жаңағы бір столбта лампочка жанбай тұр екен. Соны келіп түсіріп, облыс әкімі қайда қарап жүрсің, мына жерде лампочка жанбайды ғой дейді. Мен айтам да, может ол 5000 теңге тұратын шығар, бір 3000 теңге тұратын шығар. Сенің жерің ғой, сен бөлек тұрып атқан жоқсың, сол Семейде мысалы, әкел де бұрақ қой да көрсет, мен мына лампочканы бұрақ қойдым, жанбай тұр екен, көмекте. Енді ана кісі келіп, ана жерге келіп лампочка бұрап жүру керек пе, или ана жақта өрттен құтқару керек па деген нәрсе ғой. Ана осы жерде айта кетейінші, біздің ана бір ақын бауырымыз болды, енді оны айтыскерде емес, бірақ өлең жазады. Өлең жазғанда тек қана жаңағы елдегі бір болып жатқан бір қиындықты жазады. Мысалы жаңағы батысқа су кетіп қалды, басшылар қайда қарап отыр осы оңбағандар деген сияқты. Немесе жаңағы медицина келген ақшаның бәрін жеп қойыпсыңдар ғой, мынанша бала өліп жатыр екен деген, тек сондай өлең жазады. Бір күн сол баламен кездесіп қалып жатырмыз, қасымызда Мұхтар Ниязов болды. Ана балаға айтып жатыр: бауырым, что-то соңғы кезде өлең жазбай қалдың, ел тыныш қой деймін десе, ана айтады: иә, тыныш болып тұр, қазір ешқандай жамандық жоқ, тек жақсылықтар ғой десе, енді сол жақсылықты жазбайсың ба дейді. Жақсылық ешкім жазғысы келмейді. Иә, көрдіңіз ба, жақсылық жазғысы келмейді. Мысалы, өйткені біз осы подкастты жасайған кезде, мысалы, көптеген қыздар болды, мен мысалы қазір күйеуіммен ажырасып жатырмын, соны айтайын. Біз енді отбасын мүлде қозғамаймыз дедік та. Ешкімнің жамандығы, ешкімнің қиындығы, оның өмірінде, отбасындағы болып жатқан келеңсіздік, оның бәрін реттеуге болады ғой, негізінде өзгермейтін дүние жоқ. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір біздің қоғамда мысалы менің өзімізде шақырады көп подкаст, мен мүлде подкастқа шықпаймын. Соңғы 5 жылда мен өзі осы бір рет Балтағайға бардым, сосын Малика ұстазға бардым, оның өзі сол дін тақырыбында, жақсылық тақырыбында болғасын ғана бардым. Ешқандай бүкіл осы журналистерді шақырып болған шығар, бірақ мен неге бармаймын, өйткені барлығының сұрағы жаңа отбасынан басталады. Мен айтамын, ол менің отбасым, менің жеке өмірім, ол халықтың өмірі емес. Айнұр ол Айнұр жеке тұлға. Халықтың арасында жасап жатқан тірлігімнің дұрыс емес жағы болса айтайық, мен келісемін. Ал енді менің ұлымның қандай әйел алып жатқаны, қызымның не істеп жатқаны, ол ешкімге керек болмау керек деп ойлаймын. Өйткені әр отбасының өзінің бір мәселесі бар, өзінің бір құпиясы бар. Ақпараттық алаңда да іздейтіндері негізі осы болып кетті. Насихаттайтыны осы болып кетті. Біреудің алдында бірнеше рет көрсетіп жатты ғой, немере парламенттің төрінде отырып, жеке отбасына қарай кіріп жатады да, мысалы. Ол жақта халықтың проблемасы шешетін жерде, керісінше қандай сұрақтарды шешіп жатырсыздар деп қойған сұрақтың орнына жеке өміріне кіріп кетіп жатады да. Жаңағы айтқаным сияқты ғой, мысалы, жаңағы дәрігерге сіз барып операция жасатып жатқан, оның да жеке өмірі болуы мүмкін де, бірақ ол мықты специалист, ол өзінің ішін адамның өмірін алып қалып жатыр. А жеке өміріне неменеге кірсеміз, ол отбасылық жағдай мысалы, бірақ біздің сізбен қалаған мақсатымыз ол қазаққа пайдалы болу, көзін ашу, керісінше жаман. Біз мемлекетке қарсы шығып жатқан жоқпыз, керісінше насихаттайық деп жатырмыз, керісінше ат салсайық деп жатырмыз. Жаңағы кәсіпкерлік ортада қыздар, сіз шырылдап жаңағы жүгіріп жүргеніңіздің өзі ғой, шақырғаныңыздың өзі. Сіздің тәжірибеңіз бар, нақты командаңыз құрадыңыз, бизнесіңіз бар, сол арқылы қыздарға пайдалы болыңызшы деп шақырып отырсыз мысалы.
осыны түсінбейді, осындай жаңағы жақтарын көрмейді, басқа жақтарына қарай. Біреудің аяқ шалынып кетуі қазақта, соны шуып шығарып жіберуі мысалы. Қараңызшы, Мөлдір Хамдік шықты ғой енді, бәрі біледі. Менің қыздарым көрген екен, әйеліммен сөйлескен кезде сөйлесіп отырсақ, қыздарымыз не деп айтып отыр, мен күйеуге шықпай-ақ қоймын ғой деген сияқты дұрыс емес насихаттар кетіп отыр да. Мысалы, подружкалар бәрі айтады екен, қаншама жыл тұрсам да ертең мүмкін мен ажырасып кетуім мүмкін деген сияқты. Дұрыс емес ойда уже. Оны неге көрсетеміз біз? Аз сондай нәрселерді көп көрсетіледі, көп таратады. Ал енді кәсіп туралы бір жетістікке жетіпті, білімімен бөлісіп жатыр екен, пайдалы болатын нәрселер өкінішке орай аз қаралым жиналады. Сондықтан өзіміздің ішімізді жақсы ортаны, жақсы нәрсені көрсек, жақсы нәрсе көбейеді. Жаман нәрсені көрсек, жаман нәрсе көбейеді. Жақсы нәрсені жарқыратып көрсеткенге не жетсін, иә? Енді мынандай нәрсені айтқым келеді, Талғат мырза, мысалы үшін жаңа мына мен өз басым осы «Миллион қарыздан миллиард табысқа» деген кітап сіз шығарды дегенде қуандым. Жаңа керемет бір инсайт болды. Қымбатты достар, бүкіл қарызы болып жүрген туған туысқандарыңызға, бауырларыңызға бәріне жіберіңіздер осы сөзді. Егер сенің мойныңда 100 миллион қарыз болса, нарық сенен сол 100 миллион табуыңды талап етіп тұр деді. Яғни сен оны көтере аласың. Алма ағашында қарбыз өсіп тұрмайды, жүзімнің ағашында алма өсіп тұрмайды. Әр адам өзі көтере алатын сынаққа келеді. Сіздің басыңыздағы қазір қарыз, ол сізге қорқынышты болып тұр, миыңызға қорқынышты болып тұр. Оқымағандықтан сіз қорқып тұрсыз. Оқып біліп алыңызшы, қарыз қорқынышты нәрсе емес. Қарыз сізді көрсететін күш. Егер басыңызда қарыз болса, ақшаңызды қиып, мына кітапты алып оқыңыз. Мына кітапты қарызы бар бүкіл айналаңызға таратыңыз, танытыңыз. Өйткені жаңа Талғат мырза айтты, қарыздан мен білім арқылы шықтым деді. Мен ақшамды оқу арқылы көбейттім деді. Менің әкем де, шешем де жоқ, қарапайым отбасында өскенмін. Мен оқып ақшамды көбейткен. Тура осы Талғат мырзаның басындағы жағдай менің де басымда болған. Мен енді 80 миллионға кірген жоқпын, бірақ мен нөлде қалдым. Дым көк тиын болған жоқ. Ары қарай мен уже қарыз басталды. Менің арғы болашағым қатты қорқынышты болды. Өйткені мен жалғыз өзім қалай болады, ұл қызым жетіліп тұр. Бұларды оқыту керек едім ғой. Мен тіпті мыналардың ақша табатын жасына жеткізе алмадым ғой деген нәрседен менде қатты қорқынышты болды. Былай қарасам қорқатын нәрсем ше? Білмеймін, мен қатты қорықтым. Қорыққаным соншалық мен мүлде ұйықтамадым. 9 килограмм бір айда 9 килограмм тастап жатырмын, мен тамақ ішпейтін едім. Тура осы жағдайда мен қалай шықтым? Мен бірінші Вадим Зеландың кітабын оқыдым, Брайан Трейсиді оқыдым, одан кейін Трейси Алматыға келгенде оған бардым, сіз айтқандай тура Довлатовқа бардым, оқып миымдағы ақша таба алмаймын, ары қарай өмірім не болады деген қорқыныш тоқтатты мен. Ары қарай өмірім не болады емес, өмір деген енді керемет өмірім енді басталып жатыр деген түсінік келді. Одан кейін кітап саттық, сабақ саттық, міне қазіргі таңда шай шығаратын заводымыз бар, компаниямыз бар. Былайша айтқан кезде, егер сол оқып қорқып жүре берген кезде мен сол үйімді сатып, қарыздарымды жауып, бір 2 бөлмелі үйге барып тығылып, қазір жоқ болып отыратын ба едім деп ойлаймын. Мысалы үшін біздің айтыскер ақындардың арасында мынандай дүние болды. Бізде енді машина алған адам бай сияқты болады да. Бірақ мынандай нәрсе болды, неге екенін білмеймін. Айтыстан машина алам, келесі айтысқа шейін мен тиынсыз отыратынмын. Міне қаржылық сауатсыздықты айтайын сізге. Әйтпесе мен 33 көлік мінген адамда ақша жоқ дегенге кім сенеді? Былай қарасаң, бір машинаны алам, келесі айтысқа шейін мен түксіз отырамын ғой. Сіз өте керемет нәрсені қазір айтып жатырсыз. Қазір оқып білім алмаған адам, қазір ол кісіге 100 миллион берсе, ары кетсе бір 2 айдан кейін сол 100 миллион жоқ болып отырады. Ал білімді адам білгеннен кейін ол ештеңеден қорықпайды. Генри Форд осыны айтқан екен де, керемет айтып кеткен. Сендер менің заводымды тартып алыңдар дейді. Заводымды барлығын тартып алсаңдар да, менің жаныма тек қана әйелімді қалдырыңдар деген екен. Ол өйткені жаңа көмектесіп. Мен ары кеткенде бір 5-6 жылда қайтадан сол заводтарды салып, қайтадан мүмкіндік. Өйткені сол миллиондар табатын миы, тәжірибесі, білімі оның басында қалды да. Сол үшін білімді адам еш нәрсе. Мен айтып тұрмын ғой, мен керісінше қуанам, мен төменнен көтерілгеніме. Өйткені бір донормен ғана жүрген кезім болды, Получается, мен ойлаймын қазір, мына дүниенің бәрін қазір алып қалса, Талғат, сен бұрынғыдай бір донормен жүрмейсің. Неге? Өйткені орта бар көмектесе алатын,
инвестор маған керек десем қазір ан жақтан мына жақтан тәке мә қандай идеяң бар давай деп салатын мысалы. Өйткені мен жоқ болып жүрген кезде де барлық менің мойнымдағы қарыздарымды қайтардым. Қазір әртүрлі деңгейде де мысалы банктен болсын мендегі жауапкершіліктер бар. Мені ойламасын, ой мысалы Талғат Сақан қаржысы жоқ, жауапкершіліктерім бар. Оның барын бірақ қарап отырған кезде бір активімді сатып жіберсем қайтарып жүруге болады мысалы. Өйткені активтерім бар, мысалы қаншама активтерім бар, содан асатын мысалы. Сол сияқты адам білімді болған кезде мен бірақ енді бұрынғыдай нөлден бастамаймын да. Егер менде қазір бәрі жоқ болып қалса, бұрынғыдай нөлден бастамаймын. Менде үлкен тәжірибе бар, менде таныс орта бар, менде осы уақытқа дейін жинаған абырой бар и сенім бар да адамдар. И командам бар мысалы жанымда. Көрдіңіз бе? Сондықтан да білім өте маңызды. Бұл өмірде білім өте, ол бірақ құр ғана білім болып қалмау керек екен. Оны практикамен ұштастыру керек, тәжірибемен. Ал енді құр білімді жинай беретіндер де көп те. Жаңағы синдром отличника дейді. Мен бәрін дайындап алайын, инвестордың уақытын келтіріп алайын, нарық дайын болсын деп тосып отырады. Нарық ешқашан дайын болмайды. Ешқашан сізге дайын болған мүмкіндікпен ешнәрсе келмейді. Сондықтан ол қалай барсыз, солай бастау керек. Бірақ уақыт жоғалтпау керек. Білім алу керек. Сол жаңағы ортада болу керек сол адамдардан. Сондай адамдардың бір мысалы сөйлесіп отырып та, потом жаңағы белгілі бір деңгейде зона комфортта дейміз ғой мысалы, мен қазір түсініп жатырмын, менде қазір команда 4-5 жыл жұмыс істеген адамдардың өздері 10-12 адам бірақ шығып кетті мысалы. Ойлаймыз, вот тупик болды. Ал керісінше ол өте ашылған мүмкіндік екен. Неге? Өйткені ана адамдардың өзі сол зона комфортаға кіріп қалды. Мысалы тауып жүрген ақшаларының, істеп жүрген жұмыстарын арғатай тағы да новшество жасағысы келмейді. Ал енді қазір новый келген команда, олар мотивациямен біз жаңа мүмкіндіктер әкеліп, жаңа ой ойлап, осын жасап жатыр да. Сондықтан қазір көп адамдар тоже команда деп алып, өздері жегіліп, өздері жаңағы сатушы болып, өздері клиент әкеліп, өздері маркетолог болып, өзі доставщик болып жұмыс істеуі мүмкін деп, ол кәсіп емес те. Көрдіңіз бе? Өйткені сіз көп адамдікі өзі қалай тоқта қалады, сонымен бизнес тоқта қалады. Ондай бизнестер емес. Сізден кейін де арғатай бала-шағаға система құрып, жүйе құрып, арғатай жұмыс істей беретін мүмкіндіктер жасау керек те. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл компаниялар жаңағы болған сияқты. Содан кейін мына кітапты айтып жатсыз ғой, Алла разы болсын, рахмет шынайы пікіріңізге. Мына жерде менде көп адам жаңа сіз айтып жатсыз, бизнесті ашуға қорқады деп. Мысалы, мен көп ағалар бар, бизнес ортада, олардан кері байланыс алып, сөйлесіп, дастархандас болып отырған кезде, сол кісілер кезінде қарапайым ортадан шықты, үйлері сықонсыз болды, ауылда болғаннан кейін мысалы, ата-анасы бір деңгейде болды мысалы, бірақ потом ақша тауып неткеннен кейін сондайларды көрсеткісі келмейді. Көрдіңіз бе? И сондай жағдайда болғанын айтқысы да келмейді. Көрдіңіз бе? Маған айтатыны, қазір мен мысалы мына жерде тек қана содан кейін бизнес жайында емес. Менің Талғат балалық шағынан, Талғат қалай болды, әке-шешем берген тәрбиесі, жан-жарым, арайым маған, әйел адам ол жоқ кездесін алады. Ал енді ер адам бар кездесін алады да. Бар кезде мен өзімді қалай арғатай жаңағы сынаққа қалай көрсетіп жатырмын, жоқ кезде мен арайым, қалай маған осы бала-шағам сеніп жанымда болды сол кезеңдер. Содан кейін барып командамды қалай құрғаным, инвесторлардың алдындағы жауапкершілігім, шынайы барлық оларға звондап тұрып, анда QR код бар, сол QR код арқылы кірсе, алғаш қалған үйімді қалай алдым мысалы. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, брайн жаз дейсіз ғой, мысалы, менде ежедневник болған. Соған ежедневникке мен Талғат бай адаммын, мен Талғат командам мықты адам, мен үлкен кәсіп жасап жатырмын. Менде командада айналымдарды енді ол кезде 83 миллион теңгені көп қарыз көріп жүрген адам, қарасам мысалы, ой бір оборотым 100 миллион болсын деп сөйтіп жазғам ғой. Мен қазір миллиардтардан оборот асып кетті, сонда қарасам, сол адамдарды алам деген бәрі орындалған ғой. Ол ежедневник бар менде, сол ежедневникті көрсете де аламыздар. Бар, кәдімгідей көрсетіп, алып келіп, мысалы, нете аламда. Соның барлығы шынайы жазылған. Бүкпесіз қалып, ой ертең қарызда жүргенде, ана кейбіреуі миллион қарыздан миллиард табысқа деп атының өзінен қоюға кәсіпкерлер ұялады да. Мен қарызда болған бұлын біледі ғой, қойшы, білмей ақ қойсыншы деп. Мен бұл жерде қазаққа пайдалы болу үшін
керісінше біз қандай кезде пайдалы боламыз? Мен жарқырап инстаграмда керемет өмірімді ғана көрсетіп қойып емес, одан ешкім жаңағы құр бір қызғаныш, потом жаңа қызығушылық қана тумаса, бірақ пайда алмайды одан. Ал енді менің керісінше қателіктерім, қандай жаңағы қиын кездерім болды. Сол қиын кездерде мен қалай шықтым? Және де сол кездерде қандай әдістер жасадым мысалы, соның бәрін ашып жаздым да. Сол кезде мен сол арқылы пайда, мысалы, Давлатов менің бір ғана мысал айтайын. Давлатов менің жаңағы партнерствомды алған болатын. 66 мың долларға менімен партнер болды. 50% доля сол кісіде болды. Пандемия келген кезде Давлатов айтады, мен Талғат 24 бизнесім бәрі тоқтап жатыр. Мен сенен партнерстводан шығам, маған ақшамды қайтарып бер. Енді мен Марғұлан Шембай ағамызға барам. Өйткені менде ондай партнерствода әлі тәжірибе жоқ қой. Сұраймын ол кісіден, ақшасын қайтарып берсем бола ма? Ол кісі шынайы айтады, Талғат, мен ситуацияларын толыққанды білмеймін, но бизнестің тәжірибесі бойынша, заңы бойынша, егер сендер партнер болсаңдар, компания минуста болса, онда сен қайтармасаң болады дейді. Өйткені ол сенен пайда тапқан кезде маған пайдам бермей ақ қой деп айтпайтын еді ғой дейді. Сол сияқты минусты да көтеру керек дейді. Сырымбек тауға барам. Ларион Лян сол кездегі. Ларион Лян енді жаңағы неме болғаннан кейін біраз ол айтады, компанияны жаба сал да, басқа компания ашып, мә деп ана компанияны берсеші, 50% саған бере саламын деп. Сөйтсеші деген кездерде болды да. Сол кезде мен әкеме звондадым. Әкеме звондап, әке осындай жағдай болып жатыр. Енді қарашы, бизнес жасап көрмеген адам. Бірақ өмірдің сабағын алған. Жаңағы Гарвард, анау даже айтып тұрмын ғой, мектептегі жоғарғы оқуын бітірмеген. Сол кісі тұрады да айтады ғой, ақшасын алдың ба дейді. Я алдым. Аналарың оттамасын, онда ақшасын қайтарып бер дейді, болды. Мен баласымын, маған оңай жол қайтарма. Анау үлкен кісілер айтып тұрмын, болды балам, қайтармай қойсаң болады деп айтуына болатын еді ғой. Қараңыздар, мен еще соларды айтып тұрмын, ана кісі былай айтты, мына кісі былай. Әкем тұрады айтады, баласына қиын жолды қайтарып беріп оттама. Ақшасын алдың, ол жауапкершілік. Ол саған маңдай термен тапқан ақшасын беріп отыр деген сияқты. И мен айтамын, Давлатовқа наставник, вот так-то так, вот люди. Өзі бізді солай оқытқан. Көрдіңіз, еще өзі солай мен оқып жүрмін ғой. Партнер болса, егер минус болса компанияда, ол минусты көтеру керек, или компания жабылса, все, ол кетті ақша деген сияқты. Өйткені ол мына жақта сен жұмыс істеп жатсың, а ол ақшамен кіріп жатыр ғой, көрдіңіз ба? И сондай нәрсені айтқан өзі. Вот отец твой мудрый человек, мен рахмет айтам, молодец Талғат, деп солай мен кісіге қайтарып беремін, ат мінгіземіз. И сол арқылы енді қараңызшы, где-то бір жарты жыл өтетін шығар артада. Жарты жыл өткеннен кейін Әсетжан деген бар, жаңа алтынмен айналысатындар, сол келетте менің 40% ойлаймда $1 миллион сұрайды ғой. Қараңызшы. Сол $1 миллион сұраған кезде мен сұраймын ғой, не үшін, қалай? Сырымбектау бәрі келеді, біз Ритц Картында, жаңағы олар өзінің немелерін алып келеді, финансистерін. Мен бүкіл бухгалтериям кіріп тексеріп жатады да, $500 мың сразу құямыз, $500 мың 2 айда кіргіземіз дейді. Мен просто өзім отказ беремін оларға, бірақ одан сұраймын, неге? Сол кезде Давлаттан сұрадым дейді сен туралы. Екеуміз машинада отырмыз. Давлаттан сұраған кезде, Талғатқа ақша салсаң, сен ақша пайда таппасаң да, салған ақшаңды жоғалтпайсың деген екен де. Әкемнің айтқан сөзі жарты жылдан кейін қанша есе болып келіп жатыр. Бірақ $1 миллион бастаттың, сатқан жоқсыз? Мен бірақ сатқан жоқпын, өйткені өзіміздің бір немелер болды, өйткені кірмей жатып, бухгалтерияңа кірем, ананы істемейсің, мынаны істемейсің деп. Сізге тиімсіз. Маған тиімсіз, өйткені мен кәсіпкерлер 6-шы чувство бар дейді, мысалы. Ол біліп тұрады, мына кәсібімді қазір мен былай істесем, мынандай мүмкіндіктер келеді деген сияқты. Мен Россиядан бар франшиза әкелем дедім, олар айтады, $1 миллион салсақ, $1 миллион машина әкелдің, сата бересің де пайдасын көре береміз ғой дейді. А бірақ система болмаса дұрыс. Онда ол тесік-шелекке құйған су сияқты кете береді. Ал мен оны түсініп тұрмын, маған алу керек. Өйткені мен тәжірибе. А инвестордың ойы ақшасын сақтап қалу, и пайда табу аз уақыттың ішінде тез. Сондықтан осындай кездер болды, ол шынайы, тоже кітапта жазылды. Ал енді жалпы мына кітаптың келуіне бірден бір себепші болған Аманжол Әлтай ағамыз. Ол кісі екеуміз осы Абайдың 180 жылда болған кезде ол кісінің жаңа айтыс өткіздік немеде Семейде, Семей қаласында. Сол кезде ол кісі оның алдынан Алакөлге барып, ол кісімен 4 күн жүрдім жанында. Одан Абай атамыздың басына бардық, 4-5 күндей жүрдік. Сол кезде
Абай атамыздың басына барып ол кісі немесін жаңағы өте керемет сезімде болдық. Сол кезде мен осы оқиғаларымды басымнан өткен бәрін айтып бердім ол кісіге. Сол кезде айтып беріп сөйлесіп жүрген кезде Аманжол ағамыз айтады да, Талғат дейді, мынауын кітап қой дейді. Мынаны кітап қылып жазып шығарап дейді. Неге? Өйткені сен сияқты қарагөз қазақтың балалары өте көп. Олар мынадан өздеріне жаңағы тәжірибе, білім алады, мотивация алады, ертең сен сияқты болады мысалы. Адам қалай? Мына жердегі жазылған адам бір кездесу мысалы, сіз екеуміздің кездесуіміз мысалы. Бір сөйлем, бір сәт, бір мүмкіндіктен өзгереді мысалы, осы жазылған. Көп адам ойлайды ғой мысалы, біз жасы өскен сайын өзгеруіміз мүмкін деп. Мысалы 50-де, 60-та, 70-те, бірақ 30 жастағы миллионерлер шығып жатыр. Неге? Өйткені олар бір кездесу, бір сәт, бір оқу, бір білім алды, сол арқылы өзгертті. Оғанға дейін Аманжол ағамызға дейін көп шәкірттерім айтты. Ал енді анандай кісі айтып тұрғаннан кейін, Талғат мына кітап жаз, шығар дегеннен кейін, міне сол дүниеге келді ғой осы кітап. Сондай жағдай. Сондықтан мына жерде енді жаңағы мынандай нәрсе ғой. Жалпы халықтың арасынан шыққан адам бәрібір халыққа жақын болады. Жаңа Аманжол ағамыз айтты дедіңіз ғой, себебі ол кісі халықтың арасынан шыққаннан кейін, халықтың қазіргі ахуалын білгеннен кейін бұл кітаптың шындығына көмектесетінін біліп, бұл шындығында халыққа жанашқан адамның ақыл кеңесі болған екен деп ойлап тұрмын. Осы біздің айтыскер ақындар Аманжол ағамыз бар, Ринат бар, одан Дәулет бауырымыз бар. Осы депутаттыққа түскен кезде көп адамдар менен сұрады, көп журналистер, жаңа көп сайттар хабарласып, сіз қалай ойлайсыз, бұлар айтыскер ақын ғой деген сияқты. Мен айтамын, халықтың жаңағы Берік Уәлидің әкім болды деген сияқты, халықтың жағдайын халықтың арасынан шыққан адамнан артық ешкім білмейді. Сондықтан да тек қана парламентте бір заңгерлер ғана отырсын деген сөз жоқ деймін да. Өзі заңды дұрыс білмейтін заңгерлер көп қой қоғамда. Оған қарағанда парламенттегі халықтың мұң-мұқтажын жеткізетін жер ғой. Айтыскер ақындар сахнада көпір болып келсе, енді депутаттық заңдық тұрғыда көмектесуге олар міндетті үлес қосады. Мен ойлаймын, қазір халықта жаңағы сенімді ақындар ақтады деп ойлаймын. Халықтың өйткені ризашылығын көп біліп жатырмыз. Мына жерде мынандай нәрсе айтқым келеді. Кеше сізге айтып қалдым ғой, мысалы қазір біздің мына Ресей мен Украина соғысының әсерінен Ресейдің, Украинаның мықты жаңағы бизнес тренерлары, мықты психологтары, мықты коучтары, наставница жасайтындардың менторлық өткізіп жүргендердің барлығы жартысы қазір Дубайда тұрады, жартысы Балиде тұрады, жартысы Америкада деген сияқты. Қай қайсысын алып қараңыз, Россия, Украинада ешқайсысы жоқ, барлығы жан жақта. Енді солар әр жақта әртүрлі менторлық сабақтар өткізеді. Оның ішінде Гительман да бар, Хартман да бар, оның ішінде Тальпис те бар. Қай қайсысын алып қарайық, ешқайсысы өздерінің елінде жерінде емес, сол жақтарда отырып сабақ сатып жатыр ғой. Және сабақтар сатады, жаңа бизнесқа үйретеді, қарыздан шығудың сабақтарын, жаңа әйелдерге әйел болуды үйретеді деген сияқты. Осы сабақтардың мен біразын байқап қарап отырамын, Қазақстаннан өте көп барады. Кеше айттым ғой, жаңа Гительманға біздің тіпті жаңа қарапайым ауылдың балалары барып жатыр екен. Гительманға мен өзім оқығым келген алдында $10,000 деді. $10,000 болады, 5 күн оқисың дейді, 5 күнде не істейміз, команда жасақтау. Маған команда жасақтау сабағы қызық емес, маған басқа бағытта керек. Мен маркетингті оқығым келеді дегенде, $10,000 төлеп келе беріңіз дейді. Мен айтамын, сіздер бар ма маркетингке сабақ? Жоқ, ондай сабақ жоқ. Бірақ соған қарамастан біздің Қазақстаннан тексертерекке тимесе бұтаққа дегенде бәрі барып жаппай оқып жатыр. Тіпті осы Швейцарияда Джо Диспензаның тренингі болды, 1 миллион теңгеден болды. Сол кезде мен өзім білем, Қазақстаннан 280 адам барды. 280 миллион ақша барды деймін шамамен, алып қарайтын болсаңыз. Оның барлығы нені білдіреді? Бұны біз жаман деп айта алмаймыз. Бұл біздің қазақ қоғамының оқуға, ізденуге талпынысы жан-жаққа барып оқып жатыр. Өйткені біздің сіз сияқты қазақтың кәсіпкер азаматтары оларға білгенін бөлісуден қашады. Оқыт десең қашады. Ойбай, өзімде де жоқ, уақытым жоқ, мен жоқпын. Біз осы подкасттың өзіне қанша кәсіпкерлерді шақырғымыз келеді, мысалы жолағысы келмейді. Өйткені көзге түсіп қалам деп қорқады, тып-тыныш жүргісі келеді, өз ақшасын өзі ұстап отырғысы келеді. Сондықтан да мен ойлаймын, сіз жаңа айттыңыз, Давлатовты оқыдыңыз, Марғұлан Сейсенбайды оқыдыңыз, жаңағы Ахметбек Мырзаны оқыпсыз, Рейсиді оқыдыңыз, бүкіл менторлықтардан өтіп жатырсыз. Шабудинсті да оқыдыңыз, бизнес молодец, бәрін оқыдық. Барлығын оқыдыңыз. Осы бүкіл оқудан жүйелеп өзіңіз миыңызға қорытып бір методика, қазақтың методикасын шығаратын уақытыңыз келді деп ойлаймын. Өзіңіздің де қазір жол көрсететін деңгейге жетіп қалғаныңыз, енді оны көпшілікте осыны қалайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан да бір кітаппен шектелмей, осы мотивация саласында, қазақ кәсіпкерлігін дамыту саласында сіз
бас көтеріп шығатын болсаңыз, мен ойлаймын қазақтың әр түкпір-түкпіріне, ауылдарынан шыққан небір қазақтың қыз жігіттері бар, мықты қабілеті бар, бірақ өзінің миының шектеуінен ғана отырып қалған, немесе ата-анасы қорқытады бізде, иә. Біреудің баласы ақша тапса, әкесі сен бірінші ойбай балам тыныш жүр деп бастайды. Жаңағыдай керемет біз айтсақ, ана біреу қараңызшы, бір компанияға кіріпті, бір жақсы үй алыпты, машина алыпты, әке-шешесін Дубайға жіберіп жатыр десе, біз көреміз аяғы не болатынын деп, ана бір аяғы бір жамандыққа апару керек оның. Өйткені байлық жақсылыққа апармайды. Байлық деген жақсы емес деген сол психологияны енгізіп тастаған санамызға. Өте дұрыс айтасыз. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлгеніме, ойыма түскенін айтып отырмын. Менің де Талғат Сақан проект, әй бір күні артың ашылады ғой, әй бір күні артың ашылады ғой деп тосатындар көп те. Сонда мен историяда жазғам, сол туралы айтам. Әй өлгенше ол күнді тосап күте алмай кетесің ау деп, мысалы. Содан кейін жаңа кәсіпкерлік бағытта білім беру туралы, және шетелге көптеген ақшалардың кетіп жатқаны туралы. Бізде тағы да бір жаман нәрсе бар, ауылдастың ауызсасық дейді. Өзіңізді үйретіп жатсыз, көресіз. Біраз екі рет көреді, адам өзінен көрмейді никогда. Айнұр Тұрсынбаеваның қолында алтын таяқ бар екен деп ойлайды. Келем, мен барам, ақшасын төледім, там миллион, 2 миллион, 3 миллион. Басымнан сол таяқпен ұрып жүрген кезде мен миллионер, миллиардер болып шыға келем деп ойлайды да. Өкінішке орай осындай түсінік қалыптасқан. Бірақ солар шетелге барып келді, оның жолы, квартирасы, жаңа жататын орны, гостиницасы, соның бәрін расходтап, бірақ ана жақтағы адамға ешқандай претензия қоя алмайды. Қоя алмайды. Ешқандай барды төлеп келді, не алып келгенде білмейді. Ал енді осы жақта нағыз кәсіп жасап, осы жақтың нарықта жасап, сол жаңа қателіктерді, иә. Қазір Аллаға шүкір президентіміз өте жақсы көңіл бөліп жатыр. Кәсіпкерлер мен әкімдіктер бірге жұмыс жасаңдар деп жатыр. Әкімдіктер қазір біздің өзіміздің Абай облысымызда айтатын болсақ, кәсіпкерлік басқармалары бар. Солар кәсіпкерлер тартып, әртүрлі бағыттағы мемлекеттік тараптан жасалып жатқан жаңағы жолдауларды, кәсіпкерлер көмектесетін жаңағы әртүрлі ақпараттарды барлығымен қамтамасыз етіп жатыр. Шамасы есе сол облыс әкімі болсын, аудан әкімі болсын, инвестицияның келгеніне, кәсіпкер соны салғанына, оны қорғағанға жұмыс жасап жатыр. Президентіміздің өзінің жүргізіп жатқан бағдарламасы осы. Осы кезеңде керісінше, мысалы, біз өзіміздің кәсіпкерлерді көтеруіміз керек деп ойлаймын. Өзіміздің кәсіпкерлер ортадан шығып, олар жаңағы тәжірибелермен бөлісіп, керісінше қорықпай, жаңағы білімнің де зекеті бар. Байлықтың да өзінің зекеті бар сияқты. Сол кісі қалай жетті артына, мысалы, шәкірттер тәрбиелеп, тағы бір 10 талғат болса, мысалы, ол 10 талғат сол айтысқа көмектесіп, сол ауылына көмектесіп жасап жатса қандай жақсы, мысалы. Содан кейін мен мына кәсіпкерлерді кейде қорқатыны, занижать ететін сол жаманда негіз. Ол кейбір негіз президентіміз жақсы жүргізіп жатыр, кейбір түсінбейтін адамдар соны керісінше көрсеткісі келеді. Ол қандай жағдай? Мысалы, ақындар өлең шығарасыздар ғой. Өлең шығарған кезде оны қағазға жазып отырып, ешкім көріп отырған жоқ. Оны өшіріп тастап, сіз қайтадан жаза аласыз да, дұрыс күйінде нарыққа шығарасыз, көрсете аласыз адамдарға. Сол сияқты суретшілерде ол бір туынды, сол сияқты музыканттарда ол бір нота. Мысалы, оны жазып алды, керемет туын шығарды, потом барып нарыққа шығарды. А кәсіпкерлерде ондай мүмкіндік жоқ. Кәсіпкерге бір идея келді ма, ол еріксіз нарыққа шығарады, маркетингке ақша жібереді, адамдар жалдайды, ол жердегі барлық, ол да бір айтқандай туынды да, творчестволық, ол жерде бірақ шынайы өмірде сіз оны только нарыққа шығарасыз. Мені бір енді қынжылтатын жағдай деп айтса бола ма, кәсіпкерлерді, ерен еңбегі медалін берді, рахмет президентімізге, және де облыс басшымыз ұсынып, әкімдіктер соны қолдап, Жомартжан айтысқа, басқаға бәріне көмектесіп жүргеннен кейін Алла разы болсын, тоже ұсынып, жаңағы төрағамыздан Қошанов Ерлан ол кісіден алғыс хатын беріп жатыр. Айтысты жаңағы мәдениет басқармасын бәрін көмектескеннен кейін атсалысып алғыс хатын беріп жатыр. Рахмет. Аманат партиясы айтысты үнемі қолдап жүретін болғаннан, ол жақтан да рахмет қолдауларын айтып, біздің мүшеміз осындай нәрселер жасап жатқаннан. Бірақ бір өкінішті нәрсе бар. Мысалы, мен жаңағы тұсаукесерін жасаған кезде облыс әкімі баруға болмайды дейді. Қала әкімі баруға болмайды дейді. Неге? Өйткені
ертең ол кісі барсақ келіп тұр, қолдағысы келеді, өйткені көмектесіп жүр ғой. Ал енді ол кісі баратын болса, ертең халық айтады, тағы да шығады. Конечно, ол кәсіпкерді қолдайды, барады, өйткені ақша алады, болмаса соған тендер береді, болмаса басқа. Хотя мен шыққандай бір осы уақытқа дейін бір жаңағы облысымызда бір тендер нәрсесіне кіріп көрмеппін. И кірмеймін деп, маған қажеті жоқ. Оны от өкініштісі осы да. Кәсіпкерлер бағаланбайды. Кештер беріп жатқанда жазушыларымызға барамыз, ат салсамыз, жаңағы ақындарымызға барамыз деген сияқты. Вот осы жағын негізі бір қарастырса өте керемет болатын. Сол кезде кәсіпкерлер олар көптеп шықса, экономиканы көтеріп, жұмыс орындарын беріп, салықты төлеп, сол жүргізіп жатқан президентіміздің саясатын қолдап, мысалы, бірден бір әкімдіктермен жұмыс жасап, ауылға, ауданға жол керек па, свет керек па, мысалы, судың мәселесін шешу керек па, бірден бір көмектесетін адамдар осы кісілерде. Сондықтан кәсіпкер ретінде шақырып отырып, осылай сұхбат алып отырғаныңызға сізге Алла разы болсын. Рахмет, насихатталу керек. Кәсіпкерлер де насихатталу керек те. Сондықтан қымбатты оқырмандар, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі подкастымыздың өзі бір мотивациялық сабаққа белгісіз болды деп айтсам болады. Міндетті түрде оқыңыздар. Қазақтың қабілетті ұл қыздары өте көп. Тамақ істегенге қабілетті, етікшілік, жиһаз жасау дейміз. Қазіргі клиник саласы, мысалы үшін тіпті адам таппай жатамыз, иә. Балабақшаларды дамытуымыз керек, білім саласын дамытуымыз керек, асханаларды даму керек. Сондықтан осындай біздің қазақтың бизнесінде, қазақ кәсібінде бос тұрған нишалар өте көп. Сондықтан оқыңыздар, ізденіңіздер. Әр сайтты қарап, әркімнің отбасындағы болған әңгімеге уақытыңызды құртпаңыз. Бәленбай сағаттап оны тыңдағанша, бәленбай сағаттап өз жан дүниеңізге үңіліп, өз қабілетіңізді оятып, өз кәсібіңізді бастаңыз. Кәсіп болса, нәсіп болады екен. Талғатыңызға үлкен, ақпаратыңыз үшін үлкен рахмет. Алла қаласа, мен ойлаймын, болашақ қазақтың кәсіпкерлерінің көш басында тұратын ер азаматсыз. Алла нәсіп етсе, ертең сіздің де шәкірттеріңізбен мақтанатын күн туады деп ойлаймын. Жасаған кәсіптеріңіздің барлығы берекелі болсын. Қазақ керемет айтқан ғой, қарын ашса да қадірім қашпасын дейді. Ең алдымен осы қазір енді бүкіл Таскескен емес, Абай емес, бүкіл қазақ құрметтеп жатыр. Абыройыңыз асқақтай берсін. Әмин. Жүзіңіз жарық болсын ең бастысы. Рахмет, сізге де мықты денсаулық тілеймін. Әйел бақытын тілеймін. Шәкірттеріңіз көп болып, артыңыздан нәтижелі, соларға жаңағы қайырымдылық іс-шаралардың әрқашанда жанындасыз. Осы білім алған тәжірибеңіздің арқасында завод ашып жатсыз, намыстанып, неге біз басқаларға жұмыс жасай береміз? Өзіміздің жерде, өзіміздің елде ата-бабамыз ақ найзаның күшімен, білектің күшімен басқаларға жұмыс істесін деп тастап кеткен жоқ қой. Қазіргі соғыс ол бизнесте. Бизнесте шекара жоқ. Олар өзі кіріп алады да, флагын қойып алады, мысалы, бірақ тапқан табысты өкінішке орай олар шетелге кетеді. Сол себепті өзіміздің өнеркәсіп, өзіміздің кәсіп, өзіміздің бизнес дамысын деп жанталасып жүргеніңіз, қайырымдылық іс-шаралардың нәзік жанды болсаңыз да, солардың қаншама миллиондап көріп түзетіп бергеніңіз бар, көрсетпей бергеніңіз бар. Сондай шаралардың жанында жүрген өзім сыйлайтын әпкемізсіз. Сондықтан ұзақ өмір тілеймін. Қазақтың Мәншүк, Әлия сияқты батыр қыз деп білем қазіргі кезде. Оны мен сіздің алдындағы тренингтерге барған кезде де айтқам, өтірік емес, шақырған кезде қуанып келіп отырмын. Және де пайдалы болсын осы эфир. Сіздерге ұнаса, төменге комментарий жазып, ойларыңызбен бөлісіп, сіздің эфиріңізде давайте біз пайдалы болатындай бір 5 кітап па, 10 кітап па, жақсы комментарий жазған адамдарға сыйлыққа беріп, өз қолтаңбаңызбен сыйлыққа бере аласыз. Өз қолтаңбамызбен жаңағы келіп ал кетсе де болады, біздің қыздар ұйымдастырсын. Содан кейін сол кезде жаңағы кім бізді мақтап керек жоқ. Нақты сіздің ой түйгеніңіз басқа адамдарға пайдалы болады ау деген ойды жазсаңыз, өйткені соны, мына жерінде маған мына ой ұнады, мына жерінде маған мынау мүмкін екен ғой деп жазсаңыздар, сол арқылы басқа адамдар көріп, ол өмірін өзгертіп жататын болса, бір 10 қазақтың өмірін өзгертіп жататын болсақ, біздің осы уақытымыздың зая кетпегендігі деп білемін де.
Мен Сондықтан ойлаймын рахмет қазір сізге де. қарыздан қиналып жүріп, бұл қарыздан ешқашан құтыла алмаймын, Құдай бізді жарытпай қойды ау деп түңіліп отырған осы қаншама көрерменнің ішінде мен ойлаймын кітапты оқысын мейлі, осы подкаст тыңдасын мейлі, бір үміт сәулесі оянды деп ойлаймын. Қанша адамға үміт сыйладық деп ойлаймын. Үміттеріңіз ешқашан үзілмесін. Тәуекел еткенге, әрекет еткенге Алла берекетін береді екен. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.